стратегиялар және зерттеуге ынталандыруға қатысты. Екіншісі жалпы зерттеу, немесе зерттеуді басқаруда аналитиканы қолдану. Жалпы жасанды интеллект, жалпы зерттеу аналитикасы деп атасақ та болады. Мына бірінші тренингте көбінесе стратегияларға, одан кейін KPI, кейбірде күтілмеген нәтижелер болады KPI-лардан, сол туралы айтқым келеді. Бұл жерде мен ұсынып жатқан осы жоба, үстіміздегі жоба, және де 2018-2020 жылдарда бір жасаған ғылыми жобамыз бар. Солардың нәтижелері қосындысы десек те болады. Бірнеше жобаны оларды атап өтемін. Өз басым жалпы көбінесе зерттеуші десем де болады, бірақ біраз жылдары университетте әкімшілік қызметтер атқарғанмын. Оның ішінде жаңағы провост, проректор, ғылым бойынша проректор дегендей. Өзімнің тәжірибемді бөлісуге тырысамын. Ал бастайық. Жалпы егер сұрақтар қосатын, енді бірінші 2 сағаттық тренинг, негізі ертеректе бітіруге тырысайық. Әуелі сәл презентация жасайын. Егер беймарал, одан кейін кейбір талқылау және де бір жоба бірге жасасақ та болады дегендей. Сөйтіп көрейік. Қазір енді зерттеу стратегияларына қатысты жоғары деңгейден бастайық. Әрине, әр университеттің ресурстарына байланысты. Мысалы, кейбір топ университеттер мұндай бір стратегия қою мүмкін, білімнің шекарасын кеңейту дегендей. Бұл енді көбінесе frontiers, moving frontiers of knowledge, advancing frontiers of knowledge, basic research дейміз, іргелі зерттеу мен айналысатын. Әрине, олар тек қолданбалы зерттеумен айналысуы мүмкін, бірақ іргелі зерттеу өте керемет дамыған, шынымен де білімнің шекарасын кеңейтетін университеттердің стратегияларында осындай кездесуге болады. Енді бізде Қазақстанға келсек, көбінесе бұндай стратегияны зерттеуге қатысты өте аз университеттер. Көбінесе бізде қолданбалы зерттеулерді ілгерілету деп стратегиялар жазылған. Кейбір университеттер үшінші миссияға көңіл бөледі. Яғни қазір мемлекет тарапынан да бұл нәрсе көбірек жаңағыдай айтылып жатыр. Университет пен өнеркәсіп ынтымақтастығын арттыру. Бұл да бір университеттердің стратегияларында кездесуге болады. Және рейтингтерді ілгерілеу. Яғни бұл зерттеу стратегиясына қатты әсер ететін бір фактор. Біз тек қана осы жоба емес, бұрынғы жобаларда университеттердің стратегияларын зерттегенбіз. Және ректор, проректор деңгейлерінде сосын стратегия департаменттерімен интервью жасағанда, жалпы мынау рейтингтерде бұлар стратегиялық документ құжаттарда жазылған, және бұған да көп көңіл аударылады. Негізі әртүрлі осындай, не дейміз, көзқарастар бар, әртүрлі стратегиялар бар. Яғни біздегі көбінесе Қазақстанда көргенім қолданбалы зерттеулерді ілгерілету, одан кейін рейтингтер өте көп рөл атқарады. Енді рейтинг мәселесіне келетін болсақ, өйткені бұлар қазір доминант десек те болады, өйткені көптеген мемлекеттік болсын, кейбір жеке университеттер болсын, бұларға көп көңіл бөліп жатыр. Бір жағынан бұны да түсінуге болады, университеттің басшылығы үшін стейкхолдерларға, мемлекетке немесе басқа стейкхолдерға бұл рейтингті түсіндіру немесе жеткізу оңай. Салыстырмалы түрде біздің университетіміз осындай жетістікке жетті дегенде рейтингтерді көрсету оңай. Сол үшін жалпы бұл тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемдік бір тренд. Енді рейтингтерде де әртүрлі, әрине. Енді Қазақстанда көп қолданатын World University Rankings, QS, және The World University Ranking. Шанхай, біздің университет көп әлі оған атсалыспайды. Онда бір өзіндік жаңағыдай себептер бар. Мысалы, Шанхай рейтингте Нобель лауреаттары болу маңызды дегендей, сол сияқты кейбір критерийлер бар. Сол үшін ол жаққа көп ұмтылмаймыз. Мысалы, Назарбаев университеті QS рейтингке еш көп стратегиясына кіргізбеді ешқашанда. Олар тікелей World University рейтингке кіреміз деп бастан солай мақсат қойып, солармен кетті.
Кейбір университетті мен көріп жатырмын, жеке университетте соған көбірек көңіл бөліп жатыр. Яғни QS-тен көрі The World University Rankingsті алға тартып жатыр. Мұнда Болат мырза, по-моему, не бір дауыс естіліп жатыр, иә, кажется, микрофоны өшпеген ау деймін. Бір шық деп. Аха, рахмет барыңызға. Бірақ дегенмен көптеген университет QS-ке бейімделіп жатыр. Мемлекеттік университеттер әсіресе. Яғни зерттеу жағынан қарайтын болсақ, The World University Rankings зерттеуге қатысты критерийлер өте керемет. Яғни шынымен де зерттеудің тек қана саны емес, сапасына да қатты көңіл бөледі. Яғни мен өзім мысалы проректор болсам, зерттеу жөнінде егер басшылық айтса қай рейтингке барайық десек, The World University Ranking таңдар едім. Неге десеңіз, егер біз бұны мақсат тұтсақ, дегенде егер делік акционер, инвестор кім міне осы жақта ілгерілеу керек дегендей осыған бюджет бөлеміз десек, онда негізі The World University Ranking жақсы. Неге десеңіз, ол жақтағы зерттеуге қатысты критерийлер өте нақты жазылған және зерттеу сапасына көбірек көңіл бөледі. Көбінесе репутация, көбінесе мына не дейміз, сауалнама нәтижесіне көп бөледі. Репутацияға қатысты сауалнама, яғни академик репутейшн 45% негізі сауалнамаға негізделген. Сауалнаманың өзі да кейде сауалнаманы толтыратындар бір бөлігі университеттің өзі тағайындаған адамдар. Яғни барлығы емес, 100% емес, бірақ бір бөлігін университет өзі ұсынады дегендей. Сол сияқты бір жаңағыдай конфликт интересті болуы мүмкін. Әрине 20% citations per faculty, яғни бұл жерде мақаланың тек қана саны емес, сапасына қарайтын бір критерий бар. Әр мұғалімге түсетін цитирование саны ең несі жоғары, жалпы зерттеуге тікелей қатысы бар осы. Екінші, International Research Network. Шетелдік ғалымдармен шыққан мақалалар несі бар, саны бар, соларға да көңіл бөледі. Әрине, академик репутейшн ішінде сұрақтар бар, зерттеуге қатысты дегендей, бірақ дегенмен, The Times, The World University Rankings жалпы зерттеу жағынан жоғарырақ. Не дейміз, критерийлер болсын, олардың басымдығы, зерттеуге қатысты критерийлер басым десек те болады. Мына жерде мен бір мысал келтірдім, Аль-Фараби мен University Малая. Бұл QS ranking, яғни QS ranking сайтынан алынған 2025-тің Қазақстан университеті, Малайзия университеті, яғни жалпы GDP ретінде адам басына түскен ВВП болсын, одан кейін халық санында көп нәрсесі бізге жақын Малайзияның дегендей. Сол үшін былай салыстырмалы ретінде беріп жатырмын. University Малайя Аль-Фараби сияқты мемлекеттік, ең беделді мемлекеттік университет. Малайзияның енді мына неге QS рейкинге қарасаңыз, қайсысы Аль-Фараби деп ойлайсыз? Қайсысы University Малайя? Жалпы білетіндер бар шығар. Бірінші Аль-Фараби шығар. Қандай, не нәрсеге сүйеніп? Citations per faculty. Citations per faculty, иә? Сіз Аль-Фарабиде несі citations per faculty аз деп ойлайсыз ба? солай шығар. Солай шығар. Енді мына жерде University Малайя, мен өзім University Малайяны бітіргем, докторантурасы, яғни ол жақтың енді не дейміз, зерттеуге стратегияларымен кезінде оқып жүргенде де қазір де танысып жүрмін. Бұлар, мысалы мен 2010-да барсам, университет ретінде 60, ол кезде бір 70% бакалавр, 30% постградуэйт, яғни магистр, докторант болатын. 2011-дің басында. Сол кезде стратегиялары болатын, қателеспесем, толығымен ауыстыру. Яғни 70-80% постградуэйт, магистр, докторант боламыз, қалған 20-30% ғана бакалавриат студенттерін қалдыру. Негіз сондай басында стратегия қойған, яғни толығымен зерттеу университеті
сол несін және сол стратегиясын іске асырып жатыр, іске асырды десек те болады. Сол үшін бұлардың зерттеу жалпы мақала саны болсын, мақалалардың сапасы болсын өте жоғары. Былай citations per faculty қарағанда иә өте жоғары көрсеткіш. Әл-Фараби бізде енді қанша деген Қазақстан әлі жалпы тек қана Әл-Фараби емес, жалпы мемлекет ретінде де әлі ресурстар ондай бөлініп жатыр деп айтуға қиын жалпы зерттеуге. Яғни стратегия ретінде де көбінесе университеттеріміз бакалавриат, яғни бакалавриаттан түсетін жаңағы оқу ақысына тәуелді. Сол басым дегендей докторантура кішкене көбінесе 19-шы мәселе болып қалып жатады көп университетте. Сол үшін әрине citation per faculty өте төмен. Рейтингтер жоғары болғанымен, мысалы Әл-Фараби қателеспесем 100 пәленше орында, мына университет Малая 60-тың бірінші жүздікте, Әл-Фараби екінші жүздікте, былай рейтингтері бойынша. Бірақ кейбір, мысалы faculty student ratio сияқты рейтингтер арқылы алға шыққан, былай қарасаңыз, ол жағда кішкене көрініп тұр. Енді бұл рейтингтер мына осал тұсы, ең осал тұсын көріп тұрсаңыз да көрініп тұрғандай. Бұл жақта citation per faculty мәселесін жалпы зерттеу жағынан осалдық көрініп тұрады. Енді бұл басқа университетті былай салыстырып көруге болады жалпы зерттеу жағынан. Енді бұл жерде университет бар, жалпы мемлекеттікті структурлық барьерлер бар дегендей. Енді жалпы стратегия келетін болсақ, зерттеу стратегиясына, мынау жаңа айтқан бұл презентацияны дайындағанда да мынау біз 2018-2020 жылдары осыны интернационализация зерттеушілердің жаһандық ғылыми қоғамдастыққа интеграциясы Қазақстан кейсі деген бір жоба жүргіздік. Одан кейін былтыр бір біткен жоба бар, Қазақстандық жоғары оқу орындарының ковид кезіндегі шаралар және постпандемиялық стратегиялар. Яғни университеттердің стратегияларын қарастырдық, оның ішінде зерттеу стратегияларын. Қазірде мына жобамыз жалпы мынау қолайлы ғылыми орта құру дегендей, соған қатысты жалпы кейбір ұсыныстар жасап жатырмыз, бірақ бұрынғы зерттеулерге де сүйеніп дегендей. Әсіресе екінші жобаның бір нәтижесі ретінде біз стратегиялар зерттегенбіз. Стратегиялар, KPI-лар. Сонда енді бұл жерде көп егжей-тегжейіне кірмей қойын, бірақ жалпы айтылатын мәселе, көптеген Қазақстан университеттерінде стратегиялар бағыт беретін құжат емес, нақты нәтижелерді көрсететін жоспарлар. Көбінесе былай оперативті жоспар ретінде жасалған KPI-ларға толы стратегиялар. Яғни пәленше жылы пәленше мысалы мақала болады, немесе осыншама студент оқиды, кәдімгі цифралармен немен сондай жасалған KPI-лар, немесе пәленше жылы рейтингтерде осындай бір жүздікке кіреміз дегендей көп сандар KPI-лар жазылған. Әрине бұл тек қана университеттің мысалы біз көргеніміз мемлекеттік университетте бұл басым. Кейбір жеке университеттерді, әсіресе қызық жері акционер немесе басшылығы мемлекеттік органдардан нелерін келсе, ол жақта да KPI өте басым болады. Яғни бұл жерде жалпы мемлекеттің бір мақсат қою немесе нәтижені өлшеудегі KPI-ларды қолдану әсері бар дегендей. Әрине бұл стейкхолдерлар үшін, кейбір мемлекеттік органдар үшін, одан кейін кейбір акционер басқалар үшін, немесе басшылық үшін университеттің KPI-лар, немесе осындай белгі бір нақты нәтижелерге сүйенген нер болса, стратегиялар, онда прогрессті өлшеу оңай болады. Біз алға жылжып жатырмыз ба, жаңағыдай белгілі департаменттер немесе факультеттер өз жұмысын атқарып жатыр ма, зерттеу болсын, басқа жағы болсын дегендей, бір өлшеуді немесе прогрессті алға жылжытуды оңайлататын сияқты көрінеді көбінесе дегендей. Бұл тек қана университет емес, басқа салада да көп дамыған мәселе. Бірақ бір проблема, бұл көбінесе күтілмеген нәтижелер беруі мүмкін. Күтілмеген дегенде формализм немесе академиялық болсын, немесе зерттеу
имитациясы дегендей. Я жалпы шынайы бір зерттеу, сапалы зерттеу жасамау, бір зерттеу жасалып жатқандай жағдай көрсету дегендей. Сол сияқты проблема бар. Әрине, барлық ғалымдарға қатысы болмайды, бірақ жалпы мына KPI-лар адамдардың мотивацияларына, одан кейін жаңағы behavior әрекеттеріне қатты әсер етеді. Сол үшін стратегияда, сосын KPI қойғанда да жалпы егер мақсат зерттеу жасау, зерттеудің импактын, әсерін арттыру, сапасын арттыру болса, онда мына KPI-ларға абай болу керек. Енді мына жақта СДУ-дан да бар, басқа университеттерден бар ма қатысушылар? Жалпы мен СДУ-дан басқа бар ма мына жақта қатысып жатқан? Иә, Самасова бар, Сарбаев университеті. Қош келдіңіз, амансыздар ма? Рахмет. Так. Қалған барлығы СДУ, иә? Жақсы. Енді мынау мен стратегия ретінде жалпы дайындалғам ғой, бірақ СДУ-дің стратегиясында көп не жоқ, KPI жоқ. Мынау әсіресе қазіргі стратегиясында андай кішкене дейді жаңа координация жасаған соң, өзім жазған соң кейбір нәрселерді ол жақта көп KPI жоқ енді, шыны керек. Бірақ көптеген университетте бұл бар. Бәлкім неге жоққа да кейбір сұрақтарға жауап болсын, бүгінгі неткеніміз, сөйлескеніміз, немесе неге ондай көп жоқ десек те болады. Бірақ кейбір KPI-лар бәрібір біз жаңа департамент немесе факультет деңгейінде қоямыз. Иә, қанша дегенмен. Ана университет деңгейінде бір үлкен стратегия, ол жақта жалпы бағдар көрсетілсе, мысалы біз жаңағыдай қолданбалы зерттеу университеті боламыз, зерттеудің жаңағыдай әсерін арттырамыз, басқа сол сияқты жалпы бағыттар айтылса, мына факультет деңгейінде, жалпы департамент деңгейлерінде белгілі бір KPI-лар қойылады дегендей, жете алатын. Өйткені оны жасап жатқан адамдардың өздері жаңағыдай осыны жасай аламыз деп, соған қарай бюджет сұрағаны жақсы деп біз шештік негіз кезінде. Мынау 5 жылға жоғарыдан KPI түсіргенше, біз әр жыл сайын, сол 5 жылдықта қалай нәтижеге жетеміз, әр факультет, әр департамент жаңағыдай несіне қарап, немесе бірігіп олар, немесе бір портфолио дейміз ғой, зерттеу портфолиосы, проректормен басталады, ары қарай кетеді ғой, зерттеу департаменттері, басқа нелер бар дегендей, олар өздері KPI қойып, соған қарай бюджет сұрап, соған жеткізуге тырыссын деген бір жалпы көзқарас болды. Сонымен жасалды стратегия. Бірақ айтқанымдай көп стратегиялар ондай емес. Бұл кішкене бір ерекше бір көзқарас болып, басқаша жазылды. Ал көптеген университет дегенмен сол KPI-лары қатты байланып тұр. Енді бұл жерде KPI және күтілмеген нәтижелер. Әрине, бұл жақта кішкене СДУ-ның да сәл несі басқа. Не дейміз, этика тұрғысынан болсын, басқа тұрғыдан болсын, көптеген, мысалы, мен мына жақта айтып жатқан бәлкім аз десек те болады. Көп жалпы дамымаған, жоқ емес, бірақ енді ондай үлкен проблема емес. Және де бұнда жаңағы нақты былай итермелейтін, адамды қиын жағдайға соғатын, сондай қоятын бір KPI-лар болмағанның да бір нәтижесі бұл. Жалпы университеттің де мәдениетін да бір нәтижесі. Сондай бір жағдай бар. Бірақ өкінішке орай бұл жаңағыдай осындай бірнеше университет, ол ерекше кейстер. Өкінішке орай ерекше кейстер. Жалпы Қазақстанда бізде көптеген осындай дамып жатқан мемлекеттерде, әсіресе мемлекет тарапынан болсын, одан кейін университеттердің басшылықтары тарапынан болсын, үлкен өте сөйтіп жоғарыдан түскен, топ-даун сондай KPI-лар болған жерлерде күтілмеген нәтижелер, әсіресе жағымсыз күтілмеген нәтижелер өте көп. Яғни бұл жерде, мысалы, мен кейбір неде айтып кетейін. Бір делдалдар арқылы жариялау. Publication broker дейміз. Қазір бұл өте бизнес дамыған. Не екен білмеймін. Мысалы, мен бірнеше университеттің мейлім бар. Кейбір университетте мысалы, СДУ-да full time, басқа жерде проект бар, басқа не бар дегендей. Мысалы, университеттің имейліне көп деген не келеді.
publication брокерлардан. Именно өйткені сайттан алады деймін нелерді. Имейлдер жинап алады, сосын соларға ғалымдарға көп имейл жібереді. Қателеспесем, аптасына бір 2-3 имейл кем дегенде келеді. Publication брокерлардан осындай журналдарға жарияласаңыз болады. Немесе мына мақала шығайын деп жатыр. 3 автор бар, 4-ші автор болып, пәленше $600, $1000, $1500 деп. Сіз соңғы кездері тіпті көбейіп кетті. Негіз бұндай делдалдардың жұмысы. Әрине қысқа мерзімде мақала саны жоғары болады. Жалпы бұл университеттің стратегиясында бәлкім кейде көрсеткіштер үшін жақсы, адам үшін да дегендей. Бірақ ұзақ мерзімде екі мәселе бар. Яғни индексациясы тоқтатылған журналдарда мақала саны жоғарылайды. Бір. Екінші, қазіргі Қазақстанда мен көріп жатқан тенденция жоғары ретракция саны. Ретракция. Әсіресе мындай, яғни publication брокерлер нарығы өзгеріп келе жатыр. Бұрын олар қалай істейтін? Бұрын олар көбінесе келісім шарт бар журналдарда, бір үлкен publishing house болады, ол жүздеген журнал ашады, немесе оңдаған кейде жүздеген журнал ашады. Ол жақта мақалалар қабылданады, бір-біріне сілтеме жасауға сондай бір практика бар. Эдиторлар болсын, редакторлар болсын, не болсын, авторларды бір-біріне мақала жасауға итермелейді. Одан кейін бір-біріне сілтеме жасаудың да бір жолы бар, оны да қазір айтып кетемін. Ол туралы сөйтіп ол журналдар рейтингте өседі, Scopus базасына кіреді дегендей. Және бұл журнал тікелей брокерлермен жұмыс істеп, солар арқылы мақалалар жинап, ақшасын алады. Бір бөлігі, біраз бөлігі сөйтіп жұмыс істейтін. Қазір жалпы Scopus болсын, Web of Science болсын, Clarivate Analytics, Elsevier компаниясы бұндайлармен күреседі дегендей. Жалпы адамдар да, ғалымдар да қазір ондай журналдарды көп жарияламауға тырысады, өйткені мысалы бір 10 жыл бұрын бұны көп білмесе, қазір екінің бірі біледі, жалпы жыртқыш журнал дегендей. Қазіргі publication брокер жұмыс істеу несі басқа. Олар көбінесе авторларды табады, жақсы, жаман емес, жақсы жазатын авторларды. Немесе бір жасанды интеллектпен қазір жақсы мақала жазады. Одан кейін авторлар жинайды, авторларды жинап, Elsevier сияқты, Taylor сияқты жақсы мықты publishing хаустардың, солардың баспа үйлердің журналдарына береді. Және өтіп кету ықтималдары жоғары. Әсіресе кейде не дейміз, редакторлар болады. Өздерін келіскен, неткен, кішкене коррупted дейді ма, сондай редакторлар болады. Кейбір жағдайларда солармен келісіп, жақсы журналдарды жариялайды. Ол нәрсесі де бар қазір. Бірақ Elsevier сияқты, басқа сияқты үлкен баспа үйлердің тексеру системасы жүйесі бар. Quality assurance жүйесі. Сосын соңғы жылдары нелер көп пайда болды. Мақаланы қарайды, одан кейін олар нені де тексереді. Рецензенттер кім болды, олар қандай рецензия берді, редактор қалай неге сүйеніп шешім қабылдады дегенде бүкіл нені цепочканы тексергенде ол мақалар, кейбір мақалалар жаңағыдай дұрыс емес схемамен жарияланған анықтап, олар редакцияға жіберіп жатыр. Қазір редакция өте көбейіп жатыр. Мен мұны бұрындар көп көрмесем профильдерде, енді өз басым кейде не жасаймын ғой мен, NCGNT басқа жерлер экспертизаға тартылады, сол кезде сұрақтар болады, критерийлер. Проект научный руководитель оцените, командасын оцените дегенде, сол кезде олардың Scopus профильдеріне кіресін амал жоқ. Қарау үшін қандай публикация, қандай не. Соңғы 1-2 жылда енді екінің бірінде осындай ретракция көп. Және көбінесе ретракцияда бір несі бар, кіріп оқу керек. Яғни кейде авторлардың өздері мақаласында қате көріп, немесе жаңа бір данный алып, ізген өте жақсы ниетпен журналға жазып ретракцияға жібереді. Бұл күшті керемет нәрсе. Бұл шынайылықтың көрсеткіші. Бірақ көбінесе әрине өкінішке орай ретракцияны, қазіргі ретракциялар көбінесе баспа үйін тауып, қателіктерді немесе процестегі проблемаларды тауып, сөйтіп редакцияға жіберіп жатыр. Ол да үлкен мәселе болып кетті қазір. Яғни
Мақаланың elsewhere болу қазір көрсеткіш емес. Немесе Taylor and Francis, немесе Пал Грейв сияқты мықты баспа үйінде жариялау ол көрсеткіш емес қазір. Осындай да бір үлкен проблема бар. Енді одан кейін екінші мәселе этикаға қайшы авторлық практикалар. Яғни бір-бірімен кішкене дилдарлар қазір осымен да жұмыс істеп жатыр, жаңа айтқанымдай, автор іздеп, сол сияқты. Бұл жерде ғалымдардың арасында екі түрлі практика бар десек болады. Біреуі бұл стратегиялық. Бірнеше автор бір салада көбінесе бірге жұмыс істейді. Кейде толығымен мақаланы жазуына еш қатысы болмаса да бір группада жұмыс істеп жатқан соң бір-бірінің атын қойып жүреді дегендей. Бұл енді кішкене несі. Бұны анықтау қиын. Және кейде үлесі де болып қалады, жаңа аз болса да жаңа данныны анализ жасап, немесе бір фидбек беріп дегендей, аз болса да үлесі болып қалады бұндай нелер. Группалардың ішінде. Ол бір нетворк дегенде қалыптасқан нетворктар. Және бұлар бір салада жұмыс істеген соң қатты былай. Бұл аздау проблема десек те болады. Ең үлкен проблема таңдаусыз. Ешбір таңдаусыз, қай жақта соавторлық мүмкіндігі бар, солармен соавтор болу дегендей, бұлар енді көбінесе нәтижесі әртүрлі қатысы жоқ салаларда мақалалар дегендей. Біз енді мынаны мен кішкене көбірек неге айтып жатырмын, біздер әсіресе зерттеу саласында басқаратындар, біз ғана көптеген нені жасаймыз ғой, ең мықты зерттеуші дегендей, басқа да жаңа номинациялар болады, конкурстар болады, немесе біз ұсынып жатамыз, жаңағыдай мемлекеттік органдарға болсын, өз ішімізде болсын. Мысалы, менің үлкен мемлекеттік деңгейдегі проблема, мысалы, ұлттық кеңестер, о жаққа да кейде осындай этиканы бұзатын адамдар көп өтіп кетіп жатады негізі. Анау H индексі, сосын мақала саны жеткілікті болады критерийлерге, одан кейін олар мемлекеттік деңгейде ұлттық ғылыми кеңестерге мүше болады да, одан әрине олардың шешімдері жалпы бүкіл экожүйеге әсер етеді. Бұлар үлкен проблема. Сол үшін жалпы біздерді зерттеу саласын басқарып жүргенде бұларды жақсы білуіміз керек. Яғни шынайы зерттеушімен немесе жақсы сапалы мақаламен сапасыз кейде мақаланы ажырата білу дегендей. Енді мысалы математик болмаған соң мен математиканың несін түсіне алмаймын, ол жерде мақаланың контентін, немесе тарихшы болмасам тарихшы контентін түсіне алмаймын, бірақ кейбір жаңағыдай не дейміз, көрсеткіштер арқылы дегендей, жаңа контенттің тыс көрсеткіштер арқылы, мысалы бір автор дейлік тарихтан жазып жатыр, екінші күні медицина жазып жатыр, үшінші күні құқықтан жазып жатса, ол демек бір гәп бар ол жерде, бір проблема бар дегендей. Ары қарай оны бәлкім зерделеу керек ол мәселені. Үшінші практика сілтеме санын жасанды арттыру практикалары. Бұл да бізде аз емес. Әсіресе бұл неге қатысты универлерде көп QS рэнкингге тырысып талпынып жатқан университеттер, өйткені бұл жерде айтқанымыздай citations per faculty қатты рөл ойнайды, және бұл өте біздегі Қазақстан университеттерінде бұл нашар. Сол үшін кейде бұлардың жасанды түрде арттыру практикалары тек қана ғалымдар тарапынан емес, кейде ұйымдар тарапынан да жасалып жатыр. Шыны керек, ондай да бір жағдайлар бар. Авторлар да бұны нетворктар арасында, бір нетворк ішінде бірін-бірін сілтеу келісімшарттары жүреді. Енді бұл жарияланбаған келісімшарттар солай арттырып жатады қазір. Өйткені H индекс мәселесі шыққан соң, яғни бұл KPI-ға енген соң, бұрын тек қана мысалы мақала саны маңызды етін, одан кейін H индекс маңызды болды. Қай нәрсені сіз маңыз бересіз, кейде сол нәрсеге адамдар нетуі мүмкін, икемденуі мүмкін дегендей. Сол үшін жасырын сілтемелер мәселесі де бар. PDF файлда көрінбейді, бірақ мета файлда несінде бар, кодында файлдың. Және де бұны Scopus не сияқты системалар бұны оқып жатады сілтеме ретінде. Бұны енді қазір көбінесе анықтап жатыр. Жасанды интеллект дамығаны бір жағынан өтірік нәрсені де арттырды, бірақ екінші жағынан енді біз бір жақта research sleuth дейді, андай зерттеушілер бар. Осы этикаға неге арнайы соған жұмыс істейтін, олар осындай этикалық емес практикаларды анықтап жатыр. PDF файлдарда
көзге көрінбейтін мета данныйлар болады, солар арқылы сілтеме санын арттырады. Бұл көбінесе жеке адамдар жасайтын нәрсесі емес, бұл көбінесе баспа үйлер жыртқыш журналдарды артқа жылжыту үшін жасалатын жағдайлар дегендей. Енді ұзын сөздің қысқасы, жалпы осыларды бір айтып кетейін дедім. Бұл жерде біз KPI қойғанда, бір нәрсені талап еткенде абай болуымыз керек. Стратегияларымызда болсын, жеке жылдық жоспарларымызда болсын. Өйткені KPI-лар, осындай талаптар күтілмеген нәтижелерге, осындай делдал қолдану немесе басқа да этикаға қайшы практикаларға әкеліп соғуы мүмкін. Өйткені KPI-ларды орындау немесе белгілі бір нәтижеге жету ары қарай промоушн болсын, дәрежені жоғарылау болсын, немесе ақшалай жалақының өсу болсын, басқалардай ақшалай сыйақы болсын, сондай нәрсеге әсер еткенде, бәрінде емес, бірақ кейбір адамдарда жаңағыдай бұл басқа этикалық емес практикалар мотивация тудыруы мүмкін. Сол үшін жалпы енді университет ретінде де, бәлкім факультет ретінде де нәтижеге жеткізетін стратегияларға немесе іс-шараларға көбірек көңіл бөлу керек сияқты. Яғни KPI-дан таза нәтижеге емес, процеске көбірек көңіл бөлу. Яғни іс-шара мәселесіне. Қазір сол жағын кішкене өтемін. Қалай ынталандыру немесе жалпы тек қана нәтижеге сүйенген критерийлер емес, көбінесе процеске көбірек көңіл бөлу деген мәселесіне. Бұған дейін бір нелеріңіз бар ма? Қосарыңыз, айтарыңыз? Баяндамаңыз өте мазмұнды болып жатыр. Маған ұнап отыр. Бір сұрақ қойсам бола ма? Мен аты-жөнім Айнұр Ахметова, әдебиет және өнер институтына қатысып отырмын. Сіз жаңа сөзіңіздің арасында айтып өттіңіз, кейбір жағдайларда сарапшылық, ғылыми жұмыстарға сарапшылық қызмет атқаратыныңызда. Енді менің сұрағым мынадай. Осындай жасанды жолмен, мысалы, сілтемелер санын арттыруды және ең жақсы тыңдақшаның ішінде жақсы дамыған дәстүр біздің гуманитарияда докторанттың артына немесе бірінші автордың артына 3-4 адамның тіркеліп, барлығы 5 автор болып бір мақаланы шығару жағы. Енді осындай жақтарды сіздер қалай анықтайсыздар? Мысалы, индекс саны өте аз, бірақ жылдар бойы өз авторлығымен немесе автор сонымен шығарса да таза сондай еңбегі бар, қаншама адамдар бар ғой Қазақстанда. Соларды жаңағыдай маңызды жұмыстарға кірістіру жағы, олардың еңбегі бағалау жағы сіздердің тараптарыңыздан қарастырыла ма? Осы сіз айтып өткен индикатордың барлығын елемегенде. Рахмет тыңдағаныңызға. Рахмет сұрақтарыңызға, өте керемет сұрақ. Енді жалпы бағалау өте қиын ғылымды. Неге? Өйткені белгілі бір салада ғалым, мысалы делік даже PhD бітірген адамды алсақ, PhD алудың бір шарты, жалпы дүниежүзілік қалыптасқан бір екі не бар, екі критерий бар. Бұл біздің неге де жазылған, ғылыми дәреже беруға қатысты ережелерде бұл жазылған. Бірі жаңалық, екіншісі өз жеке басы зерттеу жасай білу, бір зерттеу жобасын іске асыру. Осы екі нәрсе болса, онда ол адам PhD доктор дәрежесін алуға лайық дегенде. Яғни бұл жерде жаңалық енгізу деген, сіз бір салада демек өзіңіз дамытып, кейде профессорыңыздан да, консультанттан да жоғары көбірек білуіңіз керек. Белгілі бір жаңағыдай ниша саласында. Сіз ол салада, әсіресе Қазақстан сияқты кішігірім мемлекетте, былай енді ғылыми ғалымдар санын алатын болсақ, біз кішігірім бір мемлекетпіз. Мысалы, бір адам бір нишада өзіне эксперт, онда екінші адам жоқ бізде, болмайды. Оны бағалай алатын. Неге? Өйткені нишевый бір не болса, сала болса, оны ешкім бағалай алмайды, контенттің. Сол жағынан ең қиын мәселе сол. Адамның істеген, ғалымның істеген жұмысын бағалау үшін оның деңгейінде кем дегенде ғалымдар болу керек. Сол үшін кейде біз ғылыми жобалар, басқа сараптамаға келгенде екі шетелдік, бір қазақстандық сарапшы бағалайды бұларды.
кем дегенде бұл енді бұл да жаңағыдай 100% бәлкім дұрыс болмаса да, бірақ ғылымда басқа бір жол жоқ. Жаңағы peer review дейді ғой, peer review, рецензиялаудан басқа бір ғалымның жұмысын бағалаудың басқа бір жолы жоқ, альтернативасы жоқ. Енді бұл шындық. Бұл жерде бірақ субъективті пікір не басқа көп, бірақ басқа бір жол жоқ. Екінші, басқа да импакт жасайтын критерийлер бар, әрине, бағалаудың дегендей. Оны қазір ол туралы кішкене сөйлесеміз тағы дегендей. Ал негізі, мен анықтау жағынан оңай. Мысалы, мен жаңағы қоғамдық гуманитарлық ғылымдарда мынау не жағын, бұрыш жағын дейді ғой, жаңағы авторлық, этикалық емес, аса авторлық болсын, басқа нәрселер болсын, оларды анықтау оңай дегендей. Мына не жағы бар. Бір адамның Scopus профилін ашасыз, бір-екі мақаласын қарайсыз, бір мақаланың аты, жалпы атауы, одан кейін жаңа авторлар саны уже бір көрсеткіш. Әсіресе мына қоғамдық ғылымдарда бізде көп енді бір мақаланы жазу үшін көп автор керек жоқ негізі. 3, 4, 5 дегендей. Одан кейін жалпы не болады біздегі қазір практика? Бүкіл 5 автор болса, 5-еуі да corresponding автор. Өйткені corresponding авторларға да балл беріледі көбірек. Олардың 5-еуі да corresponding автор болады. Дейсің, уже ол екінші көрсеткіш. Ана бір нәрсе емес. Одан кейін жаңа мақаланың методологиясын несіне қарағанда, ол жақта да белгілі болып тұрады көбінесе. Андай сілтеген жаңа материалдары болсын, не болсын. Яғни бұл саны былай білсеңіз, оқып жүрсеңіз, нетіп жүрсеңіз, анау этикалық емес мәселелерді анықтау өте оңай дегендей. Өзінің белгілі бір нелері бар, маркерлері бар десек болады, іздері бар, сол арқылы өте тез табу. Ал үлесті жалпы анықтау, ол маған қалса тек қана ғалымдар, рецензия процесі, ғалымдар арқылы дегендей. Одан кейін тағы да басқа индикаторларды қарастыруға болады. Мысалы, импакт дегендей. Олар енді қиындау. Мен қазір оған келем, ол мәселеге. Білмеймін, Айнұр ханым, сіздің сұрағыңызға дұрыс жауап бердім ба, дұрыс түсіндім ба? Мен рахмет. Жалпы мен өзім де солай ойлаймын. Сіздің жауаптарыңыз да соған ұқсас болды. Но бірақ алда қазір мүмкіндік болып жатса, тағы да қосымша бір ойларымды жеткізгім келеді. Рахмет жауабыңызға. Жақсы. Мен бір сұрағым бар еді, Қайрат мырза. Енді мына жерде өте орынды бір пікір айтыпсыз, нәтижеге жеткізетін іс-шараларға негізделген стратегиялар. Білеміз, біздің СДУ-да TR деген позиция бар. TR-да тек қана нәтижеге қарайды да Scopus деген. Енді бір жыл бойы ешқандай не жоқ, бір жылдың аяғында сразу сюрприз бір Scopus шығара береді. Енді біз оны біліп отырмыз да, бірақ дәлелдей алмаймыз. Сол күтілмеген нәтижелер этикалық емес бір шаруа қолданылғаны анық болып тұрды сол жерде. Енді мына процестерге біз негізделгеніміз дұрыс. Бірақ осы туралы сіздің нақты бір пікірлеріңіз бар ма? Қалай біз оны негіздейміз? Енді мына жаққа келетін болсақ, сіз оны келесі слайдты айтып жатырсыз. Мен былай университет деңгейінде айтып жатырмын. Ары қарай да келіндеуге тырысамыз, кейбір мәселелерге онда. Жалпы енді мынау рейтингтер үшін маңызды критерийлер дедік қой басында. Енді рейтинг емес, тек қана жалпы университет үшін дегендей. Бірақ егер рейтингті алатын болсақ делік, рейтингті біз алдық бір не ретінде. Мақаланың саны маңызды, ол да маңызды бір критерий көбінесе. Мысалы, даже делік, егер рейтингті алатын болсақ, Z-Times-қа кіру үшін 5 жылда 1000 мақала керек, кем дегендей, ол да маңызды. Мақаланың сапасы өте маңызды. Дегендей. Енді сапасын бізде көбінесе былай, әрине ең жақсы өлшемі жаңағыдай рецензия, peer review мәселесі. Екінші өлшемі бұны көбінесе біз не арқылы ентеміз, жаңа сілтеме саны арқылы қарап жатамыз. Топ жаратын мақалалар, олар да көбінесе сілтеме саны арқылы анықталады. Және де бір мақала бар, оған сілтемелер қандай журналдардан келеді. Ол журналдардың сапалы журналдар болса, сонда ол мәселе қазір Z-Times мысалы жақсы қолданады ондай мәселені. Грант және басқа сыртқы қаржыландыру көздері, бұлардың болуы, патент, компанияның байланыс, халықаралық ынтымақтастық. Негізгі андай бұл рейтингтер болсын, одан кейін мемлекеттік стейкхолдерлар болсын, университеттің күтетін нәрселері осы. Былай қарасақ,
жалпы мақалалар бар, одан кейін мынау патент, компанияның байланыс, халықаралық ынтымақтастық деген нәрселер күтіледі қазір көбінесе. Енді бұларға жеткізетін іс-шаралар дейтін болсақ, иә, әрине ең маңыздысы меніңше мынау зерттеу уақыты. Зерттеу үшін уақыт керек. Яғни бұл бір не дейміз, аксиома десек те болады. Бір зерттеу жасау үшін асықпай бір ойланатын, нететін, оқитын уақыт керек. Біз бір адамнан нәтиже күтетін болсақ, ол зерттеуден, ол зерттеуге уақыт бөлуіміз керек. Жаңа Ур айтқандай, СДУ-да мысалы TR позициясы бар. Негізгі ашылған мақсаты, ол позицияның болу мақсаты, яғни 50% бір ставка болса, 50% сабақ, 50% зерттеу. Адамны жаңағыдай сабаққа, басқа нәрсеге кететін уақытын күрт азайтып, зерттеуге көбірек уақыт беру. Бұл меніңше ең үлкен бір не дейміз, университет деңгейінде керемет бір іс-шара, керемет бір саясат жалпы. Бұл қазір кейбір басқа университеттер бұны қолға алып жатыр. Шетелдік бұған қоса кейбір университеттерде қазір жалпы шетелдік дамыған бір практика, бұл sabbatical беру. Яғни кейде 3 жыл дейді, кейде 5 жыл дейді. Адам университетте жұмыс істегеннен кейін 1 жыл толық жалақысы сақталады, бірақ сабақ, басқа қызметтер берілмейді. Ол адам тек қана 1 жыл бойы зерттеумен айналысады. Sabbatical деген. Бұл да керемет нәрсе. Жалпы егер университет жалпы зерттеу жағынан, зерттеу әлеуетін арттырам десе, ең бірінші сол зерттеу уақыты мәселесі. Одан кейін тағы бір үлкен бір мәселе, соңғы зерттеулер де бұны көрсетіп жатыр. Мақала жалпы енді зерттеу жағынан мықты университеттер докторантурасы, постградуэйт жалпы, докторантура, магистратурасы дамыған университеттер. Мен қазір дәл мақаланы ұмытып қалдым қайсысы екен, қасымда жоқ болуы мүмкін, бірақ бір зерттеуде қарастырған, яғни зерттеу жағынан нәтижесі жоғары университеттерді біраз фактор, экономистер факторларын қарайды, сонда ең басым фактор постградуэйт, докторантура, магистратураның болуы, және де көлемді болуы. Ең көп әсер ететін фактор сол болып шыққан. Неге өйткені жалпы докторант 3-4 жылға бір жобаны іске асыруға келеді. Көбінесе біздің негізгі не дейміз, идеальный докторант дегеніміз басқа жерде жұмыс істемейді, зерттеуге уақыты бар, сондай бір адам. Әрине Қазақстан несінде практикасында ол әрине басқа, бірақ бұл мәселеге жету, яғни докторантын жұмыс істемей, тек қана зерттеуге негізделу, бұл жалпы маңызды. Одан кейін әлеует арттыратын мәселелер, тренингтер өте керек, әсіресе әлеуметтік қоғамдық ғылымдарда. Бұл өте маңызды. Неге десеңіз, қанша дегенмен бізде енді не дейміз, шетелде оқып келген ғалым бар. Өйткені делік мақала жариялау керек, скопус халықаралық деңгейде мақала жариялау керек. Ол жақта методологиясы бар. Ал бізде қанша деген мынау кеңес кезінде, экономика болсын, басқа қоғамдық ғылымдарда болсын, зерттеу қатты қажет болған жоқ. Мемлекет үшін, компартия үшін көптеген салалар, экономика саласы болсын, басқа саласы болсын, пропаганданың құралы болды. Яғни пропаганда үшін қажет болды. Мысалы, экономика, марксистік-ленинистік экономиканы пропагандасын жасау, тарихты компартияның несіне бұрмалап алу дегендей. Сол үшін бұл жақта да ғалымдардың арасында дерліктей зерттеу методологиясын дамыту дегендей мемлекеттің ондай мақсаты да болған жоқ. Мемлекеттің ондай мақсаты болмаған соң, әрине бұл нәрседе көп дамымады. Яғни бізде қоғамдық, көбінесе гуманитарлық ғылымдарда қанша дегенмен әлі кеңестік сол методологияны өшіру, орнына пропагандамен ауыстыру, ғылымның орнына пропаганданы қою дегендей бір проблема болды, оның әрі әсерін көріп жатырмыз. Жаратылыстану ғылымдарында басқаша, қанша дегенмен физиктер, математиктер бізде мықты, және олар халықаралық деңгейде конференцияларға қатысып, олармен
сол деңгейде болды. Ал мына қоғамдық гуманитарлық ғылымдар артта қалды десек те болады. Ол жағы бар. Сол үшін үлкен кіші деп қарамай, жаңағы магистр, докторант, профессор деп қарамай, бізде әрдайым осы тренингтер керек. Бұның да әсері жоғары. Біз бұны көрдік, былай зерттеуімізде бұны көрсетті. Зерттеу тренингтері жалпы әсер етеді, қатты әсер етеді. Әсіресе Қазақстан несінде. Бұл бәлкім жаңа Европада, Америкада бұл нетпеуі мүмкін, өйткені адам докторантура, магистратура кезінде, даже бакалавриат кезінде жаңа зерттеу методологиясы кітаптарда нелерде жаңа бірінші глава көбінесе мынау зерттеу несімен басталады дегендей. Мысалы психологияны оқисыз ба, тарихты оқисыз ба, бірінші, екінші курс бакалавриаттың кітаптарында бірінші глава зерттеу методологиясы. Өйткені қалған кітап, курсбук зерттеуге негізделген болған соң, бірінші жаңағыдай тарауында зерттеу методологиясын түсіндіріп кетеді. Несі басқа. Бакалавриаттан бұл енгізілген. Бізде бұл болмаған соң, бұл тренингтер өте қатты керек дегендей. Екінші жаңағы зерттеу уақытымен қатысты бұл. СДУ-да бұл бар нәрсе, әрине зерттеуші позициялары. Әрине бұл жерде кейбір өзіне қатысты мәселелер болады. Бес саусақ бірдей емес, әрине. Бірақ бұның болуы әрине кейбір жаңағыдай подкрутить, кейбір жерлерін fine-tuning жасау керек шығар. Бірақ жалпы керемет бір мәселе. Бұдан меніңше басқа керемет бір жол дегендей. Одан кейін этика жағын. Енді шыны керек, біліп жасайтындар бар, білмей жасайтындар бар дегендей. Немесе кейбір мәселелердің қаншалықты маңызды екенін білмейтіндер бар. Немесе бұны міндетті түрде жаңағыдай еске салу маңызды этикалық мәселелерді. Сол үшін университет деңгейінде, факультет деңгейінде жалпы көп жерде этикалық тренингтер маңызды, тренингтер керек. Қай нәрсе этикалық, қай нәрсе этикалық емес. Одан кейін жаңа этикалық комитеттің жұмыс істеуі институт деңгейінде болсын, жаңа университет деңгейінде болсын дегендей. Әрине бұл комитетке этикасы мықты адамдар кіріп, кейде бәлкім көбірек жүктеуі мүмкін басында. Тек қана қарастыру емес, кейбір жобалар бәлкім жаңа тренингтер жасау, немесе бұл нәрсені насихаттауда жүгітсуі мүмкін дегендей. Бұл өте маңызды мәселе. Енді егер мынау неге қарайтын болсақ, коммерцияландыру не дегендей, онда коммерцияландыру бөлімі емес, тек қана бұлардың әлеуетін арттыру. Мына өз басында неге фонд науки ғылым қоры бар, көбінесе коммерцияландыру гранттарына қарайтын, солардың жобасына қатысып, бір жыл біраз интервью жасағанмын, бір 30 шақты адаммен. Оның ішінде бизнес өкілдері бар, ғалымдар бар, одан кейін коммерцияландыру департаментінің басқарушылары, сол қызметкерлері, солармен интервью жасағанда көрген нәрсе, университеттерде, әсіресе үлкен мемлекеттік университетте коммерцияландыру бөлімдері бар, бірақ ол бөлімдегі адамдардың әлеуеті төмен. Бұл өздері де айтып жатыр, бізге оқу керек, бізге үйрену керек. Неге десеңіз, Қазақстанда бұл жақында шыққан, соңғы бір 10-15 жылдың мәселесі, коммерцияландыру деген мәселе дегендей. Бұл жақында шыққан бір мәселе болған соң, бұның мамандар да жоқ, бұның оқуы да жоқ. Коммерцияландыру жөнінде не магистратура, не бакалавриат, немесе жаңағыдай, даже мини-MBA да негізі жоқ деуге болады Қазақстанда, сертификационный бір программада. Сіз ешбір жерге барып, коммерцияландыру, немесе коммерцияландыруын былай қоя тұрыңыз. Мысалы, мына жақта зерттеу департаментте істейтін адамдар бар. Жалпы зерттеуді басқару сияқты ондайда көп нелер жоқ, тренингтер, курстар жоқ дегендей. Сол үшін әркім келіп өзі білгенінше үйренеді, жұмыс орнында дегендей. Біреуге бұл азырақ уақытында тез үйрену болады, кейде еш үйренбей кететін жерлеріміз болады дегендей. Сол үшін әлеуетті арттыру маңызды. Яғни бәлкім осы жақты басқа сияқты жалпы тренингтер керек, коммерцияландыру болсын, басқа мәселе, жалпы зерттеуді басқару болсын дегендей. Одан кейін жақсы бір практика, бұл СДУ-да жоқ енді, басқа университеттер бар, шақырылған ғылыми қызметкерлер. Әсіресе халықаралық ынтымақтастық болсын, одан кейін жалпы топ жаратын мақалалар сапасы болсын дегендей, университеттің ғалымдарын
жаңа бір деңгейге, иә, жоғары бір деңгейге шығару үшін шақырылған дейміз, немесе не резидент деуге де болады бұны. Шетелдік әсіресе мынау жетекші ғалымдармен жұмыс істеу. Яғни оларды университетке шақыру, немесе бәлкім физикалық түрде келмесе де онлайн жұмыс істеу, осындай бағдарламаларды көбейту. Бұлар қатты әсер етеді. Бір жағынан ынтымақтастықты арттырады, екінші жағынан жалпы мақалалар, зерттеулер сапасы да жоғарылау жағынан да. Бізде қазір өзіміздің жаңағы Орта Азия болсын, Қазақстан болсын, диаспорада үлкен шетелде жұмыс істеп жатқан. Олар да кейде дайын көп нәрсеге жұмыс істеуге болсын, неге болсын. Немесе ана университеттің белгілі бір кластерлер болса, белгілі бір институттар, орталықтар қалыптасқан, мысалы, там белгілі бір бағдар бар дегендей, сол салада шетелдік ғалымдармен, институттармен тығыз қарым-қатынас жасау дегендей. Бұлар мен мысалы бір не сапасы жағынан болсын, рейтингтер жағынан да жақсы делік. Өткенде неге шақырған университет, Эрланга университеті бар Индонезияда. Ол да бір мемлекеттік, қателеспесем, екінші немесе үшінші үлкендік жағынан, жалпы рейтинг жағынан университет Индонезияның. Енді ол жақта 3000-дай университет бар дегендей. Үлкен, 260 миллион, 270, 300 миллионға жақын халқы бар мемлекет. Summer School'ға шақырды дегендей, жол ақысын әрине гонорар барын береді. Жұмыс жаңағыдай лекция бересіз, не бересіз, одан кейін өте жақсы жұмыс істейді. Осындай позиция бар деп шақырады дегендей. Одан кейін мұндай мүмкіндіктер бар деп емейлдер келіп тұрады. Одан кейін жаңағыдай белгілі уақыттан кейін осындай жаңа сауалнама жүргізіп жатыр. QS не, осы рейтингке қатыссаңыз болады деп ссылкасын жібереді дегендей. Бізге дауыс беріңіз, үйтіңіз, бүйтіңіз демейді. Бірақ жаңағыдай осындай болып жатыр, осыған қатыссаңыз болады деп жаңағыдай намек тастайды десек болады. Сіз ол университетке барған соң белгілі бір қарым-қатынас болған соң жаңағыдай мысалы сөрвейді барып толтырасыз, QS басқалардың сауалнаманы толтырасыз. Ол жерде жаңағыдай нелер бар. Азияда қандай университеттер жақсы деп ойлайсыз, әрине жаңағыдай Эрланганың белгілейсіз дегендей. Сол сияқты жүйені жақсы қойған, жаңағы жұмыс істеу жүйесін шетелдік ғалымдармен, оларды жеке жергілікті ғалымдармен байланыстыру, жалпы мына жақта жазып қойған конференция қатысу, ұйымдастыру және стейкхолдермен жұмыс істеу, мына жерде CRM системалар бар. Бізде көп қолданылмайды мынау Customer Relationship Management дейді бұны, енді бизнесте. Енді университет бұл customer емес, Stakeholder Relationship Management десек те болады. Немесе Researcher Relationship, RRM десеңіз де болады. Яғни бір неге конференция ұйымдастырылады. Біздегі көбінесе мынау енді зерттеуді басқаруда, иә, неміз кішкене нашарлау, не дейміз, knowledge management. Ғалымдар бар, белгілі бір нәтижелер бар, бірақ бұларды басқару мәселесі дегендей. Немесе мысалы конференция ұйымдастырамыз, оған 100-деген ғалымдар келеді, тіркеледі, жаңағыдай бір іс-шара өткізіледі, жақсы іс-шара өткізіледі. Бұлардың контакттар қалады, иә, әркім тіркеледі ғой, контакттар қалады дегендей. Одан кейін бұны біз қалай қолданамыз? Бұлармен бізде бір байланыс болады ма? Немесе ертең бізге басқа бір жоба беру керек болғанда, біз мынау СДУ-да ғалымды жаңағы кезінде бір жыл бұрын конференцияға келген екен, бізді танитын ғалыммен байланыстыра аламыз ба? Ондай негізі бізде информация бар ма вообще дегендей. Осы мәселені жалпы байланыс қой бұл жерде. Байланыс және knowledge management дейміз. Информацияны көп деген нелерден жинап, бұларды бір жерде жинақтап, реттеу, одан кейін керек кезде қолдану. Бұл үлкен не дейміз, күш десек те болады бұны. Күш және потенциал. Әлі көп қолданылып жатқан потенциалымыз дегендей. Ал жалпы конференция қатыстыру немесе бұны қолдау өте маңызды. Әсіресе енді мен кішкене нелерге де кейде бұны айтам. Егер делік мақсат рейтинг болса, кейде мемлекеттік университет болады сонда, рейтинг нелер маңызды дегендей. Мынау халықаралық ынтымақтастық болсын, одан кейін жаңағыдай
QoS рэнкинг мысалы репутацияға қатты қарайды. Бұл жерде яғни университеттің ғалымдары мықты конференцияға қатысса дегендей, одан кейін оларды баяндама жасап, одан кейін ол зерттеу институттарының өздерін таныстырса, олар тұрақты болса, университет институттары белгілі бір жаңа экспертиза орталығы болса, мысалы айтады ғой, делік, бізде sustainability жасау керек, ол жақта СДУ дейді, немесе там пәленше университет деп айтады, немесе водный ресурс дейді, пәленше университет бар деп. Қазақстанда андай дереу адамның ойына келсе, делік ол репутациясы жоғары, демек біз бір нәтижеге жеттік, экспертиза орталығы болу дегендей. Негізі мен өз басымда көбінесе осыған қазір кейбір университеттермен жұмыс істеп жатқанда, енді консалтинг ретінде де зерттеу кластерін ұйымдастыру, яғни жеке ғалымдарды дамыту маңызды, жеке ғалымдарды. Екінші деңгейде белгілі бір жеке адамдар болған соң, олардың бастарын қосып, немесе сырттан жаңа ғалымдармен байланыстырып, шетелдік болсын, басқа жергілікті болсын, белгілі бір институттар, кластерлер құрып, оларды алға тарту. Яғни сол кезде бұл тұрақты болады, және де университеттің репутациясы жағынан болсын, және докторанттарды тарту жағынан, жаңа магистрант ғылымға тарту жағынан керемет бір жағдай қалыптасады. Мына жастарды тарту үшін бір кластер керек. Яғни бір адам келеді университетке, қарайды, мына жақта бір топ ғалым бар. Олар мемлекеттік органдарға жаңа не беріп жатыр, ақыл кеңес беріп жатыр, гранттар бар, олар жаңа шетелге командировкалар болады дегендей, осындай бір топты көрсе, әрине қызығушылық артырады дегендей. Жеке әрине әсері болуы мүмкін, бірақ жаңа нетворк, негізі нетворктар, кластерлер өте маңызды дегендей. Негізі бұны қалыптастыру, стратегиялық түрде осыған жұмыс жасау меніңше маңызды сияқты. Бұл факультет деңгейінде мүмкін, университет деңгейінде болуы мүмкін дегендей. Енді мен кейбір жаңа маңызды іс-шараларды айтып кеттім. Конференция енді СДУ-ның жақсы бір несі бар, саясаты бар. Конференция қатысу ретінде, қателеспесем, білмеймін, қазір алып тастамаса бар ма жоқ па, қаржыландыру беру, белгілі бір қаржы бөлу бұған. Бірақ ең қызығы неде, енді бұл конференцияның әр түрлісі бар. Академический туризм дейді ғой. Сондай конференциялар өте көп негізі, әшейін дегендей, өтірік конференциялар да көп. Және де университеттің бюджеті әрине шектеулі, әр конференцияға ақша бөле алмайды. Сонда ең жақсы бір не, көрсеткіш, конференцияның сапасының ең мықты көрсеткіші, яғни бұны университет ережесін жазып қойса, абстракт тапсыру дедлайны мен конференция күні арасында бір айдан көп уақыт болса, делік, ол жақсы конференция. Немесе 3 ай десеңіз, ол тіпті мықты конференция. Онда 90%, бәлкім 95% конференциялар нетіп кетеді. Өтірік конференциялар оған ақша бөлмейді уже дегендей. Көбінесе өтірік конференциялар, олар конференция күні мысалы 1 шілде болса, абстрактты маусым 30-ына дейін жаңағыдай, 30-ына дейін тапсыруға болады дегендей. Көбінесе сондай болады. Сондай бір көрсеткіштер бар. Өтірікпен кейде мазмұнын қарауға әркім несі болмайды ғой, уақыты немесе бұған деген экспертизасы. Ал былай таза цифр, көрсеткіш осы абстракт тапсыру дедлайны мен конференция күні дегендей. Негізі бұған қатысты бір қосарыңыз, бәлкім, меніңше қосарыңыз біраз болады. Сіздің де тәжірибелеріңіз қандай іс-шаралар, немесе бұның ішінде істеуге болады? Бөлісе отырсаңыз болады ойларыңызбен. Қайырлы бір комментарий айтып өтсем болады, рахмет, Қазақ педагогикалық университеті. Алдында біз университетте бір іс-шара өткізгенбіз, нархоз университетінің қауымдастырылған профессоры қонағымыз болған. Сол студенттердің алдында
сөз сөйлеген кезде бағана сіздің ойыңыздан бір қызықты толықтырушысы ретінде айтса болады. Профессорларды өзіміздің поколениямыз дейді, өзіміз ортамыз екіге бөлеміз дейді. Бай профессорлер және кедей профессорлер деп. Бай профессор ол ғылыми жобалары бар профессорлер дейді, сәйкес солардың артында жүре отырып білеміз дейді. Әртүрлі бір халықаралық конференцияларға бара аламыз жоба есебінен. Бірге жұмыс істей аламыз, ресурстарымыз кеңірек болады деп. Ал кедей профессор деген ол қарапайым профессор, просто бағанағыдай гранттық жобалар немесе басқа да жобалар жоқ дейді. Соған қарап отырып, студенттер де өзіміз де қызығып отырмыз да, шынымен, и былай кішкене өзіндік тәжірибені сараласам, ғылыми жобасы бар профессор өздеріңізбен бірге жүріп, тоже біраз нәрсені үйрене алдық. То есть, кейде осылай семинарлардың тапшылығы немесе қажет семинарлардың болмауы осылай ғылыми жетекшілер негізінде орын алмастырып толықтырып отырады екен. Рахмет, рахмет мырза. Енді бұл жерде мен бай емес, жыбырлақ профессор. Жыбырлақ профессор. То есть, андай ғой, грантты ұтып алу, әрине Қазақстанда қазір мысалы мен енді былай есімде, бұл грант мәселесі Қазақстанда 2012 жылда басталды. Былай, ең не ретінде, көлемді. Ол кезде 3 жылда бір жарияланатын. Мен есімде қатысқаным 2012-де, бірақ қандай? Ол кезде PhD емеспіз, бір группаның ішінде бір профессорге көмектесіп жүрдім. Бүкіл ол кезде қиын еді енді заявканы НЦГНТ-ге барасыз, анау полиларын өлшейді линейкамен, қате болса қайтарып жібереді, бір күн кейде 2 күн бойы неде жүресіз кейде дегенде қасыңызда принтер алып жүресіз кейде. Ноутбук, принтер алып жүресіз, өйткені распечатка жасау керек. Ол кезде сондай болатын. Бірақ біраздан үйреніп алдық қой ол кезде, шыны керек. 2018-де үлкен скандал болды. Одан кейін біз жалпы жастар, ол кезде жаспыз дегенде, ол кезде жаспыз. Үлкен скандал болды. Әсел, басқа кімдер бар, жастар альянсы бар, керемет дегенде кейбір депутаттар қолдау білдірді. Сол кезде біраз жақсы неге өзгерді. Конкурс мәселелері дегендей. Сосын 2019-2020-ға кейде оңай болды конкурстарды алу. Бір жағынан транспарентность артты, екінші жағынан әлі ғалымдар саны да көп емес етін ондай дегендей. Қазір соңғы жылдары конкурс өте қиын. Әсіресе жастар конкурсы, мысалы 3 миллиард бөлінеді, 100 заявка, общий конкурстан жастар, жас ғалымдан көрі, общийге қатысу ыңғайлы негізі бай, неген қарасам. Сосын неге келетін, дейміз, жақсы жері, H-индекс жағынан болсын, мақалалар саны болсын, ғалымдар саны көбейді Қазақстанда. Қазір конкурсты жеңу оңай емес енді. Жеңу оңай емес, бірақ өте жақсы мүмкіндік дегендей. Енді мен біраз естіп жатам, көп нелер бар, әсіресе жас ғалымдар арасында, именно жас ғалым болсын, сосын жастарға арналған грантты финансирование болсын, ол жақта конкурс жоғары болғандықтан мықты жобалар да өтпей жатады. Және жоба өтпей қалғаннан кейін бұл мотивацияны түсіреді дегендей. Немесе кейде формат неден өтпей қалады, тоже демотивация болады. Сол үшін андай қиын мәселеде. Бірақ енді университет бұл жерде көмектесе алады көп жерде. Яғни университет деңгейінде менің білетінім бірнеше университет бар. Ол жақтың ғылым бөлімдері болсын, жалпы университет ретінде андай мен гранттық қаржыландырудан қандай пайда көрсем емес та, біздің профессорлардың гранттық қаржыландыру ұтуға қалай жағдай жасайын, немесе оны іске асыруға қалай жағдай жасайын дейтін университеттер, енді ол ондай керемет. Бұны өте маңызды, көмектесу дегендей. Бірақ оңай емес, гранттармен жұмыс істеу оңай емес. Мен шын керек, өз басым руководитель ретінде беріп жатқан жоқпын дегендей. Өйткені қанша дегенмен бюрократиялық мәселе өте көп.
мысалы, Қайрат Болатович, университет басшылығында, әсіресе басқарма мүшелері тарапынан осы гранттық жобалардың маңыздылығы аса түсінікті бола бермейді ол кісілерге. Иә, мына тақырыбымыз қазір рейтингтер үшін маңызды критерийлер мен шаралар ғой. Осы критерийлердің біразын негізі гранттық жоба орындай алады. Иә, орындауға көмектеседі. Ол докторантты дайындау мәселесі болсын, әртүрлі іс-шаралар болсын, шетелдік конференция болсын, алыс жақын шетел. Көп нәрсені гранттық жоба жабады. Осы жағынан мына сіздің семинарыңызға больше топ менеджерлерге бір арнайы жеке өткізу қажеттілігі бар деп ойлаймын. Мүмкін болашақта соны да қарастырып көрерміз. Мына бір эксперимент қой қазір. Сіздермен бір эксперимент жасап алайын, сосын барып қалай өтеді, қандай фидбек бар, одан кейін уже кімдерге ұсынамыз ғой, ары қарай нетуге дегенде. Енді оған да уақыт керек әрине. Уақыт бөлу керек, нету керек, бірақ жасауға тырысамын. Гранттықта, шынымен мұндай мәселе бар. Енді мысалы былай дейік, дамыған мемлекеттерде грант мәселесі одан да қиын, ұтып алу қиын. Екінші, ұтып алғаннан кейін зарплата жоқ. Оверхед мәселесі дейді ғой бізде. Енді Америкада бар оверхед. То есть мемлекет грант береді, және де грантты іске асыру үшін оборудование университетке мысалы 15-20% бұл гранттан университет алса болады, немесе пайдаланса болады, алса емес, бірақ грантты администрация жасауға алуға болады. Мысалы Австралияда мүлдем басқаша. Грант алатын болса, гранттың жартысына тең университет өзі құю керек. То есть мысалы $1 миллион грант берсе, 500 мыңын университет өзі беру керек, қалған мемлекет 500 мың береді дегендей. Және де университеттер ондай дамып жатыр, гранттар алып жатыр, грантты ұтып алу деген үлкен бір не, бедел бұл жақта да. Әртүрлі схемалар бар. Қазақстанда енді бұл білім ғылым министрлігінен емес, көбінесе біздің бюджеттік кодекстің мәселесі. Бұның аты грант болған соң, бұл университеттің инфраструктурасын басқа инвестиция үшін пайдаланбайды деген. Бұл бюджеттік кодекстің кәдімгі несі, не дейміз ерекшелігі бізде. Аты грант болған соң, грант болу керек деген нәрсе бар. Зерттеуге жұмсалу керек, инвестиция ретінде емес, сол үшін университет бұны қолданылмайды дегенде. Жалпы министрлікті меніңше көпіне қарсы емес, ғалымдар да өзі қарсы емес. 5%, 10%, 15% оверхед болуына ешкім қарсы емес. Бірақ грант, және де бұл біздің заңнамаларда қалай жазылған гранттың несі, определениесі, сол не болып тұр, бөгет болып тұр, негізі оверхед үшін. Оверхед берілсе, университет бәлкім не болатын еді деген ғой, басшылықтар әсіресе ынтасы арттырып. Бірақ ол болмаған жағдайда меніңше бүкіл жету керек мақсат белгілі, рейтинг болсын, басқа нәрселер болсын дегендей, бұған мемлекет ақша беріп жатыр, сенің профессорларына қосымша жалақы төлеп жатыр дегендей. Ол профессорларды университет ұстап қалу үшін өте керемет мүмкіндік. Яғни университет грант ұтып алуға тренинг жасайды, немесе оның администрациясына адам бөледі, уақыт бөледі, бухгалтердің уақыты бар, несі бар, инвестиция жасайды университет. Бірақ соның арқасында кішкентай рычаг сияқты ғой, аз ғана немен, инвестициямен көп деген плюстар алады. Әсіресе ғалымдарды ұстап қалу маңызды. Бұл жерде меніңше және жақсы жері біздің қазақстандық диаспорамен басқа немен біз қазір жақсы жұмыс істеп жатырмыз негізі. Шетелдегі ғалымдарды тарту. Мен өзім кішкене шетелде жүрсем де, бірақ негізі бүкіл жұмысым Қазақстанда болған соң өзім ондай қарамаймын да шетелдікті. Бірақ бізде мықты айлікте болсын, мықты университетте жұмыс істейтін қазақстандықтар бар дегендей. Сол үшін грант финансирование белгілі бір олар жобаға тарту үшін керемет бір мүмкіндік дегенде. Конференцияға бару, осындай халықаралық ынтымақтастық үшін күшті нәрсе. Еркебұлан мырза бірне қолын көтеріп еді. Саламатсыздар, қалайсыздар? Мен сәл кешігіп кірдім. Осы жерде өзімнің тәжірибемді айтсам, и тоже сұрақтарым бар еді. Мен былтыр емес, оның алдындағы жылы тапсырдым, тоже неге жоба емес, именно жас ғалымдарға арналған постдокторантурасы бар ғой, тоже. Соған тапсырған кезде тоже бірнеше мәселе шықты.
мысалы анау сайтта толтыру деген мәселе өте ыңғайсыз. Финансирование жағы мысалы салу, ол ақпараттарды енгізу, ол шықпай қалады, оны қайтадан жөндейсіз, сонымен жүресіз. Одан кейін университеттің ректоры соңында өзінің почтасына келген нәрсемен қол қойып, сонымен аппрувал жасау керек, тоже өте ыңғайсыз деп ойладым. Бірақ сонда да тапсырдым, и қызық нәрсе, бір 3 па параграфте плагиат деп келді, и сонда мен таң қалғаным, олар плагиат деп шыққан нәрсені өздері негізінде плагиат деп шыққан дүние, ол всегда плагиат бола бермейді. Оны бірінші тексеріп көресіз, ол жерде мүмкін quotation дұрыс жасамаған шығар, басқа да мәселелер болуы мүмкін дегендей. И ол жердегі 3 параграфтегі нәрселер кейбір медицина жағынан басқа саладағылардың бір сөйлемдері шығып қалған үшін қайттан келіп жұмыс. И мен соны көріп, мысалға қайттан оны жөндеп жіберген жоқпын. Себебі и так қанша стресс болып тапсырған адам, одан кейін андай нәрсе келіп отырса, сонда бұлар даже оқыған жоқ па деген нәрсе шыққандығын. Оқыған жоқ, Ереке, өткені ол неде, формальный проверкада, ол сіздің жұмысыңызды көп оқымайды, кейбір жаңа формальный нерге қарайды, бөліктеріне, и соған қарай. А сіздің алғаныңыз ол дублирование деп келеді, бірақ ол сіздің, менің ойымша, ол әркімге жіберілетін нәрсе. Ана қай жерлері дублирование бар, сол жерді көрсетіп файлды жібереді көбінесе. Бірақ бұл қайтарып жіберуге себеп болмауы да мүмкін. Оны қарау керек. Негізі оңай емес. Сөйтіп былтыр оны тапсырмай қойдым. Себебі алдыңғы жыл сондай болды деп тапсырмай қойдым былтыр. Биыл енді қайтадан тапсыру керек, себебі министерстводан қабылдастырылған профессор үшін гранттар болған дұрыс екен. Сол да бір себеп шығар деп ойлаймын. И енді әріптестермен тоже сөйлескен кезде осы мәселе бойынша может бірігіп жасаймыз деген сияқты. Себебі бір адамға өте қиын жұмыс қаншама. Соның бітіріп шығам деген уақытында мен мысалға бір мақала жазып шығарсам болады деп ойлаймын. И қанша бет мысалға, 40 бет болуы мүмкін, 50 бет болуы мүмкін. Одан кейін оны еще аударасыз. Сол кезде сондай қазір білмеймін, аудару керек па, басқа мысалға бір тілде ғана емес та. Ол нәрсе бар. И сол енді осының барлығы қазір қалай болып жатыр, и не үшін өте ыңғайсыз ұлттық техникалық сараптама сайты ма қандай, сода жасау, мысалға бір ячейкаларға жазасыз, ол шықпай қалады, одан келесіге жүрмейді, одан кейін сіз оны қайттан соларға техподдержкасына жазасыз, сөйтіп жүресіз. Ал мен мысалы шетелдік гранттарға тоже тапсырып көрдім. Көбісінде research proposal жүктейсіз, CV жүктейсіз, ыңғайлы, оңай, тезірек деген сияқты. И кейін бізден андай грантқа Ереке ондай мәселе, грант жағына көп кірмей қойып, бірақ негізгі не бойынша айтар кетейін, енді грантқа тапсыру, енді мысалы мен Ұлыбритания болсын, Канада болсын, егер гранттарға неміз бар дегенде, үлкен гранттар болса, жаңағыда 3 жылдық, 5 жылдық, 1 жылдық гранттар көбінесе оңай дегенде, ол жерде көп нәрсе сұрамайды, бірақ 3 жылдық, 5 жылдық гранттар, олардың мысалы Horizon сияқты нелері, то есть мен мысалы Horizonға да, даже Horizon ең оңайына беріп көрдім, жаңағы Жан Моне деген нәрсесіне, шыны керек қазақстандықтан қиын, былай не ретінде, формалары болсын, нелер болсын, үлкен гранттар бәр жерде қиын дегендей. Әсіресе этикалық мәселесі болсын. Былай процедура жағынан Қазақстан гранттары әлі былай салыстырмалы түрде процедура жағынан ыңғайлы, әлі ыңғайлы. Енді былай мен салыстырып айтып жатырмын дегендей. Сосын кейбір нелері бар, әрине форма анау дегендей, ол сияқты мәселелер. Оны ең жақсы, енді сізде 2 жол бар да. Мен инцидентіде жаңа совет директоров бар, соның несімін мен бәрібір. Бірақ енді бұл немес қой, сен операционкаға барып, жаңа разработчиктерге барып, мынаны істейік деп айта алмайсың бәрібір. Дегендей, біресе істеп жатыр, қателіктері бар, дұрыстауға тырысып жатыр дегендей. Ана интерфейс өте ыңғайсыз. Perseverance керек. Жазылған жұмысты мысалы әрқайсысын қайттан қойып шығу деген өте ыңғайсыз. То есть мысалы сіз бір сұрақ шығады, соны сіз толтыру керексіз. Әр ячейкасына сіз сандарын жазу керексіз. Оны одан кейін андай не шығады, ползунки сияқты ары бері жылжытатын, оны жылжытасыз, кейде көрінбейді деген сияқты. Сол жағда. Ал мысалы Horizon, ол жерде көп нәрсе сұрайды, даже мысалға SDG-ға қатысты нәрселерді сұрап жүреді. Ол жағын жазып шығасыз да, бірақ кейін оны сайттарына енгізу сол қиындық тудырды. Білмеймін, сіздерде қалай болды, сіздерде оңай болды ма, или басқа бір сондай арнайы бір адам сіздерде может бар шығар дегендей, или бұрын толтырған адам. Енді шыны керек, Ереке мен айтатын ғой, біз 2012-ден бері қатысқан соң, біз бұның бетерін көрдік, сол үшін мынау бізге андай
piece of cake дейді ғой, piece of cake. Аха. Аха. Хорошо. Иә, сол үшін андай техникалық тұрғыдан, иә, кейбір проблемалар бар, бірақ олар шешіледі ғой, андай. Андай ғой, бұл жерде бәлкім отборса сіз ол жерде тоқтап қалсаңыз, одан кейін қызықтар басталады. Оны өтесіз, одан кейін договор жасай керек. Договор жасағаннан кейін ол ақша жарты жыл кеш келеді, уже нәтиже беру керек, одан кейін мониторинг келеді. Ол мониторинг вообще не в тему бір нәрсе сұрайды сізден. Ары қарай қызықтар көп. Сол үшін андай да, басында адам мынаған шыдамаса, анаған да шыдамайды ғой. Сондай бір бөгеттер болған дұрыс па? Біз талқылағанда әріптестеріміздің арасынан андай ой шықты. Мен соған уақытым құртып, нервім құртып, стресс болғанша, лучше мен Scopus мақала жазып, гонорар алған дұрыс қой деген сияқты да. Сондай. Бірақ енді мен қайтадан келіп отырмын, не үшін? Себебі министерствода грант болған сұрайды екен. То есть балл беріле ма, сондай бір нәрсе. Бірақ негізі жақсы нәрсе. Былай, егер ұтып алсаңыз, жұмыс істесеңіз, бір үйреніп қалсаңыз, бір үйрену керек та, бір неден өту керек, итерациядан. Одан кейін нормально. Үйреніп кетеміз десеңіз. Рахмет. Одан кейін ең жақсы мен СДУ месінде көргенім, ең былай неге жеткендер. Мысалы, мен былтыр компьютер сайенста әсіресе кейбір 2 грант ұтып алғандар болды. Бір адам, бір жастар болсын, сосын общий конкурстан 2 грант ұтып алғандар. Бәлкім компьютер сайенстың бәрі несі шығар, олар қандай. Мен тренинг өткізіп, олар тренингті қалай түк жазып алады, одан кейін нені оқиды, правиланы оқиды, одан кейін ең жақсысы уже бірнеше жыл бұрын гранттармен жұмыс істеген әріптестер тауып алды, солармен бірге, солармен ақылдасып тапсырды, яндай. Дереу 2 грант ұтып алды дегендей. И тым жақсы іске асырды. Өйткені көп нәрсесі дайын, андай грант жазғанда да көбінесе дайын нәрселер көп болды да олардың, соларға қарап жазды. Дегендей. Өйткені нөлден бастасаңыз қиын. Белгілі бір заготовкаларды болып, мысалы, бір мен жасап қойдыңыз, хотя бы literature review-ңыз дайын дегендей, уже интервью questions дайын, сол немен келсеңіз, сонда оңай болады. Басқа түрлі қиын, басқаша қиын. Бір сұрақ сұрай салайыншы, мысалға, осы күзде ашылады ғой, бір ай қалған кезде, мысалға, несі бүткіл жерде жарияланады. Соған біз осы жазда қазірден уже проект дайындап қойсақ, анау айтқан өзгерістер болып кетпейтін шығар? Жоқ, үлкен өзгерістер болмайды. Хорошо, жақсы, рахмет. Так, онда мен тағы бір бірінтейін. Бір жыл жиын. Мен кішкене бүгінгі презентацияда не жасамақпыз біз. Перерыв жасайық па деп еді, бірақ болмай онда бітіріп тастап нетейік. Бітіріп дегендей. Процесстерге негізделген KPI дедік қой, немесе процесстерге көбірек көңіл бөлу. Енді мен презентациям көбінесе ғалымдарға емес, ғалымды басқарушыларға болған соң дегенде, сол үшін кішкене басқаша, иә. Мен көп ғалымдар да қатысып жатыр екен, сол үшін айтып жатырмын, жалпы. Ұлыбританияның қазір бір үлкен өзгеріс енгізіп жатыр. Жалпы мына зерттеулерді бағалау. Research Excellence Framework деген бар, бұлардың Ұлыбританияда. Бұлар 5 жылда, кейде енді дәл бір период ұстамайды, бірақ 5-7 жылда бір үлкен не дейміз, бағалау жасайды. Мемлекеттік деңгейде университеттердің зерттеуге қатысты жетістіктерін болсын, басқа осал тұстарын жалпы бағалау процесін жасайды. Бұның Research Excellence Framework бірнеше жылда, жыл сайын жасамайды, бірнеше жылда бір жасайды. Және бұның ішінде тек қана сандық индикаторлар емес, ішінде не де бар көп, peer review бар көп, рецензиялау көп бар. Яғни ғылыми жұмыстардың нәтижесін тек қана сандық индикатор қарамай, ол жерде басқа ғалымдар бағалайды. Әрине бүкіл мақалаларды емес, таңдаулы. Кейбір нәрселерді университет өзі ұсыну керек талдауға, кейбір нәрсені олар рандомны таңдап талдайды. Бұл көп мемлекетте дамыған нәрсе. Мысалы, Австралияда да сол бірнеше жылда бір жасалады. Және де соның нәтижесі, және көптеген не бар. Мысалы, тек қана зерттеу емес, делік бір университет өз оқу программасы бар. Ол программада аккредитациясын сақтап қалу үшін дегендей, немесе бір факультеттегі бірнеше программа бар. Кем дегенде, мысалы 70% программада
оқу бағдарламасы бар делік тарих бойынша. Тарих бойынша мықты мақалалар да болу керек. Егер олар бөлек жаңағы national level, global level дейді, жаңағы мемлекеттік деңгей, жаһандық деңгей, сол тарих бойынша мықты мақалалар болмаса, онда ол оқу бағдарламаға қатысты сұрақтар туындайды оларда. Яғни оқу мен зерттеуді да байланыстырып қойған сөйтіп дегендей, сосын үлкен осылай бағалау жасайды. Мына 2029 жылы қазір жоспарлап жатыр, қазірден бастап жоспарлап жатыр олар, пилот нелер өткізіп жатыр. Қызық бір өзгеріс, people, culture, environment компонентін қосып жатыр. Яғни бұрындары көбінесе жаңа сандық, сосын жаңа мақаланың сапасы, соларды бағалау болса, қазір енді бұны көптеген ғалымдар да айтып жатқан, жан-жақтан бұл айтылып жатқан нәрсе. Қазір мемлекеттік деңгейде 2029 жаңа бағалау үшін бұларды енгізіп, пилоттық деңгейде, пилоттық ретте қазір әлі толық критерийлер жоқ, зерттеу жүргізіп жатыр. Бірақ уже пилоттық деңгейде шығарып қойған. Мысалы жаңағы strategy, responsibility, connectivity, inclusivity, development деп, яғни зерттеу мәдениет мәселесіне адамдар, мәдениет, қоршаған орта деген үш мәселені қатты көңіл бөледі. Зерттеу мәдениетін нығайтатын нақты жоспарлар, көрсеткіштер мен мониторинг. Яғни университет не істеп жатыр дегендей. Мысалы жаңағы аталдық, этикаға қатысты, ашықтық, есеп беру, қандай не нәрсе жасалып жатыр. Бұл жерде процеске негізделген индикаторлар. Яғни нелер жасалып жатыр, қандай стратегиялар бар, қандай іс-шаралар бар, нелер жасалды, нелер жасалуға жаңағыдай жоспарланып жатыр деген соларды сұрайды. Яғни формат ретінде, дәлелдеу формат ретінде көбінесе жазбаша көрсеткіштер кестесі, одан кейін жаңағыдай стратегиялардан үзінділер, жасалған іс-шаралар, жасалып жатқан іс-шаралар дегендей солар беріледі. Әрине, бәлкім Қазақстанда енді кішкене нейді формал түрде жасау қиын емес қой. Бірақ дегенмен осындай нәрселер сұралғанда, университет үшін басшылар болсын ойланып қалады негізі. Бізде стратегияда қандай нәрсе бар, жалпы ондай іс-шаралар өтіп жатыр ма, өтпей жатыр ма деген меніңше өте жақсы бір бастама. Мына Ұлыбританияның бұл мәселеде, яғни мемлекеттік деңгейде университеттерді бағалауға осындай критерийлерді қосқаны. Бізде Қазақстанға енді өкінішке орай әзірше мемлекеттік деңгейде ондай бір не жоқ, критерийлер жоқ. Бізде мысалы егер университеттің басшысы несі жалпы департаментте әкімшілік қызметте жүрсеңіз, ең үлкен құжат бұл концепция. 2029-ға дейін арналған жоғары білім дамыту концепциясы бар, не бар. Сол жерде KPI-лар бар, көптеген индикаторлар бар. Солармен жұмыс істейді. Ол жаққа көп не енгізілмеген осындай мәселелер, стратегияға қатысты, іс-шараларға қатысты дегендей. Бірақ бәлкім көре жатырмыз, бұны адвокаси керек, бұндай нәрсеге айтып жүру керек, бұл мәселені көтеріп жүру керек. Бірақ меніңше өте жақсы бір мемлекеттік деңгейде жақсы бір бастама. Бұл да университеттерге әсер етеді. Өйткені олардың да көп жатқан бір мәселесі, көптеген университеттер publication-ға қатты мақала, мықты журналда мақала соған көп көңіл бөліп кетті. Яғни мақала жариялау бір өз зерттеу жасау, зерттеудің бір импакты болу, ол мәселе емес та, ал мақала жариялау бір өз алдына бір мақсат болып кеткен соң, кішкене елдердің бағалау критерийлерінде сәл өзгерістер енгізіп жатыр дегендей. Бұл да меніңше мәнізді. Енді тоқетерін айтқанда, бүгінгі мен мына стратегия KPI-ға қатысты баяндамында екі үлкен мәселе. Бірінші, стратегия жазғанда, KPI қойғанда абай болу керек. Яғни біз университеттің басшылық, әкімшілік ретінде департаменттер болсын, бұл жерде ректорат жағы болсын, не болсын, KPI-ларды ұсынғанда, KPI-ларды жасағанда, бұлардың күтілмеген нәтижелерін ескеруіміз керек дегендей. Қаншалықты біз бәрін сандық өлшеуге оңай, бірақ дегенмен күтілмеген нәтижелер болуы мүмкін. Адамдар адаптация жасағанда да әртүрлі
яғни этика мәселесі бар, не бар, басқа мәселе бар, соларға көңіл бөлу керек. Яғни күтілмеген нәтижелер болуы мүмкін дегендей, тек қана сандық индикаторларға сүйенбеу. Екінші мәселе мынау процестерге, іс-шараларға көбірек көңіл бөлу. Біз жалпы егер бір нәтижеге жеткіміз келсе дегендей, әсіресе мынау әкімшілік жағынан, университет жағынан бұл нәтижеге жеткізу үшін тек қана KPI қойып, көбінесе мен не жағынан айтып жатырмын, мемлекеттік университетте бұл жасалады, факультетке, кафедраға таратып тастаудан көрі, біз университет ретінде, департамент ретінде бұл нәрсе жасалу үшін, нәтижеге жету үшін қандай іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз, керекті мәдениет қалыптастырып жатырмыз ба дегендей. Осыған көбірек көңіл бөлу. Негізгі осы екі мәселе айтқым келгені. Кейбір детальдарды талқылап кеттік. Басқа егер қосарыңыз болса, айтарыңыз болса. Мен кішігірім. Все. Я Еркебұлан мырза. Мен кәшін кішкентай нәрсе айта салыңыз. Я. Мен тоже докторантурада оқығанда да магистратурада осы реф деген мен кәдімгідей университетте айтып, соған направленно жұмыс жасайтын. Мысалы, проект болсын, жылда мақала, басқа не болсын ше, соны прям өздері 5 жылдан кейін, 4 жылдан, қанша бірнеше жылдан кейін тапсырса да, уже өздерінің папкаларына жинап, докторант, PhD кандидаттар болса, солардың да жұмыстарын бәрін қосып сөйтіп жинап жүретін. Күшті дүние деп ойлаймын. Осыны айтайын деген. Иә, олар үшін маңызды өте. Өйткені университеттерге бөлінетін қаржы осы рефтің нәтижесіне қатты байланысты. Сол үшін университеттер, жалпы ғалымдар оған қатты айналады. Әсемхан? Я Қайрат мырза, мен бөлісіп кетейін, жаңа сіздің презентация кезіңізде бір идея келді. Осы жерде өте шикі. Бірақ бөлісіп мүмкіндіктер байланыс алып берейін. Бізде білесіз ғой, мысалы программалар жасалған кезде, оқу программалары. Advisory board бар. Мүмкін бізге қажет ба research advisory board жасаса. Қандай сұрақтарды талқылайды, немесе кім кіреді десек, мүмкін 50% ішкі, 50% стейкхолдер болар мүмкін, сырттан ғалымдар болсын, басқа университеттен болсын. Ғылымды әрі қарай университеттің мүмкін бір есеп беру нәтижелеріне бөлісіп, әрі қарай қандай бір жаңашылдықтар енгізуге болады, немесе қалай бұруға болады, culture деп жатырмыз, мәдениетін құру. Түрлі бір сұрақтарды қарастыруға болатын, сондай бір борт жасасақ. Жарты жылда бір, 3 айда бір. Өйткені біз өзіміздің университеттің ішінде, өз процестеріміздің ішінде жүреміз. Сырттан бір көз қарас, сырттан бір өзгеріс айта алатын балдар, басқа да менеджерлар келіп қосылып, солай талқылайтын бір площадка жасасақ. Иә, меніңше жақсы болады, ондай толық құптаймын. Advisory board ретінде. Университетке де бұл не емес. Әр рекомендациясын дегенде advisory ғой, ақыл айтады тек. Бірақ advisory board жасалатын болса, ол бордтың мүшелеріне мағлұмат керек. Мысалы, мен өз басым неге президент жанындағы және технология жөнінде кеңес бар ғой дегенде. Әртүрлі жан-жақтан мүше бар. Біреу Қазақстан жағдайын біледі, мысалы, біреу білмейді, мүлдем білмейді, мысалы. Мынау секретариат бар ғой, комитет науки көбінесе, министрлік секретариат ретінде, көбінесе вице-министр болады, немесе комитет науки болады. Олар да андай бір жиын алдына көп не бере қоймайды, мағлұматтар. Қазақстанға қатысты не дегендей. Енді өз ізденетіндер бар, білетіні бар, білмейтіні бар. Сосын кейде олар енді жоғары деңгейде бір не айту керек қой, ұсыныстар айту керек дегендей. Сосын кейде ұсыныстар да қызық болып жатады, андай не дейміз, ақш-тан келіп, ақш-тың деңгейінде айтады, немесе Ұлыбританиядан келіп, сол деңгейінде айтады. Бәлкім жақсы шығар, жалпы жаман нәрсе айтпайды. Бірақ реалий дейді ғой, жергілікті болып жатқан нәрселер. Сол үшін егер сондай advisory болса, әр университеттің өзінің контексті бар. Белгі бір басында бір подпитка берілсе, презентация жасалып, кейбірінер беріліп дегендей. Бәлкім положениялардың несі, executive summary, сол сияқты нәрселер берілсе, кейбір конфиденциальность мәселесі проблема болмайтындай, сондай құжаттар беріліп жатса, тіпті керемет болар еді дегендей.
Ошо эзде ушунда жакшы го, бирок анау ректор болгондар, бар, проректор болгондар бар. Жан жакта дегендей. Сол жакта шакырууга болот мындай. Адамдарда кичине не болот го, канча дегенмен. Бурун жумуш істеген адамдар. Күчтүү идея менимче жакшы нерсе. Стратегия ушун жалпы нетип ушун дамуу ушун. Сізді сол бортта күтеміз. Көрем, амандық болса, иә. Мен ішкі адам ғой, бірақ қанша сыртқы емеспіз біз. Иә. Онда мен негізі бір не дайындап қойғаным да, бірақ мына жақта жаңа не ретінде, білмеймін, бірақ уақытымыз қаншалықты не болады. Бірақ мен жіберіп қояйын мына жаққа. Бәлкім бүгін көп жақсы комментарийлер не болады, ұзап кетті неміз. Мен тез бітеді ма десем. Әңгімеміз жақсы жарасты. Ұзақта болды күткенімнен. Мен мына файлдарды қалай бөлсем, мына жақта бар ма? Неге? Мен көбінесе Zoom несімінде WebEx-ті көп қолдана қоймаппын. Файл бөлісу несі бар ма? Мүмкіндігі. Чатта деп отырсыз ба? Чат деген бар екен, все. Панель участники деген ба? Чат деген бар, бірақ чатқа не қосу көріп тұрған жоқпын. Ассалаумағалейкум. Ағайын, шер деген жер бар емес па? Төменде шер. Сол шерді бассаңыз жоқ. Файл деген, все, окей. Көрдім. Мен мына жақта екі университеттің несін қойып жатырмын. Қазір аплод жасап жатыр. University of Melbourne, екі UM, екі University of Malaya, екеуінің стратегиясы, зерттеу стратегиясын жүктеп жатырмын. Бұлай өз университеттің стратегияларымен салыстырып көрсеңіз болады дегендей. Мынаны. Бірақ сіздер жүктеп ала аласыз ба, тек қана нені ма? Мен бұлай көре аламын ба? Тек қана көрсету үшін ба бұл? Zoom одан жақсаны чатқа жақтыра саласыз. Мына жақта даунлоуд жасай аласыз ба бұны? Ондай мүмкіндігі жоқ сияқты мұнда. Даунлоуд мүмкіндігі жоқ, иә? Тек қана не? Онда қалай бөлсем болады? Контент деген бар. О, мына жақта бар сияқты. Ссылка жібере алатын WebEx-пен көп бөліспейтін сияқтысыз ғой файлдармен. Неде? Мына контент деген болу керек. Мына оң жақ төмен жағында контент деген бір. Мен қазір. Иә. Міне көрдік. Контентте. Екі файл. Иә, екі файл. Сол жүктеп алсаңыз болады. Таппағандарға мен қызық екен негізі кішкене. Регистрация өткен тізім бар, біз соған жібере аламыз. Я скачивается. Немесе, мына жерде 3 точка, сол жерде контентте скачивается. Негізгі ой былай болған, енді кішкене уақыт жағы бізде аз уақыт қалды негізі. Неге? Талқылау біраз болды, сол үшін бәлкім ұзап кетті неміз. Менде екі жаңағыдай жұмыс қойғанымда талқылау үшін. Екі вариант, екі альтернатива дегендей. Біреу жаңа University of Melbourne, University of Malaya, жаңа Қазақстан университетін зерттеу стратегияны талдап. Негізі стратегия болса, қаншалықты біздің университеттің, немесе сіздің университетіңіздің стратегиясы қаншалықты қолжетімді адамдарға.
Одан кейін қандай басымдықтар бар зерттеуге қатысты? Одан кейін зерттеу көрсеткіштері қандай? Мысалы QST бойынша, не бойынша дегендей. Енді сіз бұдан қандай бір не шығарасыз? Нәтиже өзіңіз. Мысалы стратегиясы бар, одан кейін университеттің жаңа жеткен кейбір көрсеткіштері бар дегендей. Стратегия осал тұстарын нетеді ма, көбінесе алға тартады ма, немесе мықты тұстарына көңіл бөледі ма дегендей. Сондай бір кішігірім зерттеу жасауға болады. Екінші, енді екі түрлі университет, University Melbourne, Австралия университеті, University Малайзиянікі. Малайзияның енді олардың әрине, бірақ бізбен салыстырғанда, мысалы Казгу, басқа даже мемлекеттік зерттеу университетін салыстырғанда бюджеттері өте жоғары, өте үлкен бюджеттері. Әсіресе Малайзияның мемлекеттік бюджет қолдауы өте жоғары. Ал University of Melbourne негізі мемлекеттік Австралияда көптеген дамыған мемлекеттер сияқты мемлекеттік қолдау басқаша келеді. Жаңағыдай айтқандай, университет өзі зерттеуге 50% құяды, одан кейін мемлекет құяды. Сондай бір не мемлекет бермейді. Былай Қазақстан сияқты немесе Малайзия сияқты ондай ақша бөлмейді. Университеттер өз-өзін ақтап, көбінесе шетелдік студенттермен жұмыс істейді. Бірақ соның өзінде мықты зерттеулер жасалады. Мықты зерттеулер жасалады. И соған қарай стратегиялар да бөлек. Былай салыстырмалы түрде қарап көрсеңіз болады. Жаңа мемлекеттік, бірақ жеке университет сияқты жұмыс істейтін University of Melbourne бар дегендей. Өз тапқан ақшасына, әсіресе бакалавриат басқа оқудан тапқан ақшасын олар зерттеуге жұмсайды десек те болады. Ал University Малайя негізі көбінесе ол жақта Малайзия мемлекеттің несі көп, зерттеуге деген несі қолдауы. Сол үшін стратегия да бөлек болуы мүмкін. Бір қарап көрсеңіз болады. Екінші, жалпы университеттің қандай басымдықтар бар, KPI-лар сәйкес келеді ма? Мысалы, өз университеттің стратегияңызда белгілі стратегия жазылған нәрсе бар. Сосын жоспарлар бар, жылдық жоспарлар бар, басқа ол KPI-лар арасында сәйкестік бар ма дегендей талдап көрсеңіз болады. KPI-лар күтілетін нәтижелерге алып келеді ма, күтілмейтін нәтижеге алып келеді ма? Сол сияқты негізі талқылаймыз ба деп ойлаған, бірақ кішкене уақытымыз көп болмайтын сияқты бұл мәселеге. Екінші тренингте кішкене аналитика жағын көбірек нетем дегендей. Яғни университеттің профилі несін қалай бара жатырыңыз, публикация жағын, одан кейін кластерлерді анықтауға сол жағына көңіл бөлуге тырысамын. Басқа бүгін қосаңыз бар ма? Айтарыңыз. Презентациялармен кейін бөлісесіз ба, Қайрат мырза? Регистрация үшін жіберейік. Жақсы. Болады, әрине. Екі файл қос. Айнұрхан тағы қосам деп еді, соңына таман. Қосқанда менде бір нақты не жоқ, бірақ сіздер сондай, сіздер емес, жалпы біздің осы науканы басқаратын және ұйымдастыратын мекемелер осындай академиялық адалдықты сақтау және көздеу үшін ғалымның шынайы еңбегін бағалайтын басқа бір индикаторларды да ойластыру жағын қарастырса, бұл өте жақсы болар еді. Өйткені қазір біз білеміз, AI пайда болды, одан да басқа адамдардың өздері жіберетін қаншама жалғандыққа жақын көрсеткіштер бар. Осының барлығының сыртында жаңағы зерттеушінің өзінің еңбегі еленетінін білдіретіндей, көрсететіндей бір өлшеуіш болса деген ойым бар. Рахмет, Айнұрхан. Енді өлшеуіш дегенде ең сол қиын мәселе ғой, бір индикатор өлшеуіш шығару дегендей. Енді бізде ең оңайы кішкене мемлекеттің көп сүйенетін Scopus базасында мақалалар. Бұл грант жобаға беру үшін де жоба меңгеруші несі болу үшін, жетекшісі болу үшін бір талап, одан кейін ұлттық ғылыми кеңестер үшін бір талап, сосын ассоциат профессор, басқа атақтарды алу үшін, көбінесе осы публикацияларды қолданады. Оны қолдану бір себебі, өйткені ол Scopusқа
журналдар кіру үшін белгілі бір quality assurance неден өтеді, тексерістен өтеді, басқа да нелер бар. Біз аутсорс жасаймыз. Бұл тек қана Қазақстан емес, көптеген мемлекеттер нені сапаны тексеруді аутсорс жасап отыр. Былай қарасақ, мемлекет ретінде біз тексермей, көбінесе Scopus, Web of Science солардың базасына шықса, демек бұл жақсы көрсеткіш деп біз соған сілтеп жатырмыз. Жаңағыдай Ұлыбритания сияқты жаңа келтірдім ғой, мысалы REF Research Excellence Framework бірнеше жылда бір үлкен мемлекеттік деңгейде бағалау жасайды, университеттердің, ғалымдардың дегендей. Ондайға әлі жеткен жоқпыз. Менің ойымша да, ол бізге әлі ерте, бәлкім бір тағы бір 4-5 жылдай кем дегенде керек сияқты. Мысалы, мен қазір мына ғылым академиясын көріп жатырмын, жаңа ғылым академиясы мүлдем басқа форматта. Және ол жаққа академик болып сайланғандар да шынымен мықты ғалымдар. Қазір көбінесе енді бұрын делік академия дегенде бір кішкене біздер үшін, жастар үшін бір жаман сөзде естілетін, ана ғылым академиясы дегендей, қазір бұл енді мүлдем формат өзгерді, жаңа мықты академиктер болды дегендей. Осындай, егер осы бағытта дамыса, бірақ ана қоғамдық гуманитарлық ғылымдарда әлі проблема бар бізде, ол жақта. Көп академикті сайланған жоқ, және ол сайланбаудың да бір себептері бар дегендей. Егер осылай дамыса, меніңше 5-6 жылда жаңа академиктер одан кейін осы отырып, кейбір жаңа индикаторлар, сосын REF сияқты, Research Excellence Framework сияқты жергілікті өзіміз жасайтын бір деңгейге жетеміз. Әзірше андай бағалайтындар мен бір көп жаңағыдай көп бағалайтындар жоқ жергілікті деңгейде. Қазір бәрін жергілікті деңгейге берсек, кім бағалайды дегендей мәселе шығады туындайды. Ондай біз жеткілікті деңгейде ғалым таба аламыз ба? Этикалық тұрғыдан, жаңағыдай адал, сол сияқты ғалымдар таба аламыз ба, таба алмаймыз ба деген мәселе туындайды. Сол үшін әзірше қиындау, мысалы дедім. Жауабыңызға рахмет. Өзіңіз айтқандай шын мәнінде уақыт керек шығар алда. Просто мен бұл сұрақты қойғанда бастапқыда не нәрсені ойға ұстап тұрдым. Мысалы, бір филология саласында делік мақала жазды, да, ол базада немесе Web Science-та тұрды. То есть Scopus-та немесе Web Science-та тұрды. Цитат сілтеме санын қалай арттырды? Мысалы, бір әдеби зерттеуіне жазылған мақаласына басқа технология немесе бір инженерия саласындағы журналдар оның мақаласына әдеби зерттеуіне сілтеме жасалды. 5-6 рет жасалды дейік. Ондай жағдай болған, біз бір досымызбен тексеріп көрдік осы нәрсені. Енді егер салыстырмалы түрде алатын болсақ, басқа адамның мысалы тек өзінің зерттеуін жазып жүрген зерттеушінің сілтемесі ол сияқты көп емес. Бірақ ол сілтемесін арттырып алды. Енді сіздерге базадан, Scopus базасынан жаңағы сілтеменің саны, оның көп, яғни салыстырмалы түрде көп болып көрінеді, 5-6 болсын. Айтайын дегенім, осындай нәрселердің ара жігін қалай ажыратады? Қалай академиялық адалдықты қалыптастыруға сонда қандай тәсілдері бар? Соны айтқым келген ғой. Содан басқа да мысалы 5 авторлық жайын айттық та, бір автор үшінші тур никогда бірінші болмайды мысалы ол да. Өйткені бірінші өзі жазбаған екен, оны бірінші қоймайды. Үшінші, төртінші, бесінші орындарда тұрады, бірақ сөйтіп мақалалардың санын көбейтіп алады дағына, басқа бір маңызды, осындай наука туралы маңызды шешімдер қабылдайтын кезде сол адамдар мысалы ортаға шығуы мүмкін. Осы жағын алға шығып кетуі мүмкін. Осыны мен ойға ұстап отырып айтқым келген, сұрағымды солай қойған едім. Рахмет. Енді тағы да қосымша сұрағым, келесі сіздің шараңыз қай кезде болады? Сіз айтыңыз, жаңа профильдермен жұмыс істеу жағы қарастырылуы мүмкін дегенде, иә. Вот 1 сағаттан кейін болады. 1 сағат 10 минуттан кейін, 1 сағат 10 минуттан кейін болады. Жағы 2-де. Как раз демалып аламыз да, сосын соған. Айнұр ханым, сосын жаңағы мәселелер болса маған бір жазып жіберіңізші жекеге. Жаңағыдай бір нетейін. Енді бұл жерде былай. Біз соны досымызбен біз қайта тексеріп көрейік, егер не болса, скрин жасап көрейік, егер не болса, солай көреміз. Ол кісі енді бір маңызды жерде деп айтпаймын, бірақтан салыстырмалы түрде ол кісінің енді цитат алынып сілтеме жасалып тұр ғой оның мақаласына. Мен енді қазақстанда кішкене жамағат тұрмыз да жаңағы. Жаза саламыз.
ондай мәселе жаза саламыз, көтере саламыз. Неде? Кейде жасалып жатады, меніңше кейде жасалмайды, бірақ андай көтере салуға болады ол мәселені дегендей. Мына халықаралық деңгейде мына нелер бар. Не жаңағы research sleuth дейді бұған, sleuth, разведчиктер ма нелер ма, андай кейбір платформалар бар өздерінің, жақсы платформалар, мақаланы қояды, жаңағыдай, и сол мақаланы талқылайды жан-жағынан. Әсіресе мықты журналда да мындай бұрыс мақала шықса, оны кәдімгі талқылап, нетіп, одан кейін редакцияға кетеді сол. Ондай да бір өте керек жұмыс. Ғылымның шынайы, негізі ғылымға деген сенімді нығайту үшін, немесе ол сенімді ең болмаса да сақтап қалу үшін, осындай бір адамдардың болуы, кейде қазбалағандай жаманатты боласың, бірақ енді мен мысалы болды менде көп жаңа ұлттық ғылыми кеңестегі адамдар болсын, одан кейін басқа да жаңа журналдар болсын, не болсын, оны ашық жариялап жазып жүрдім. Жаманатты боласың, бірақ біреу ондай керек бәрібір дегендей. Біле тұра қанша дегенмен біреуді ренжітесің, нетесің. Бірақ олай жасамасың да кейде болмайды дегендей. Нұреке, рахмет мырза. Әріптесіміз бір мәселелерді көтеріп жатыр. Мәселені көтерген кезде мынаны айта кетсе болатын сияқты. Көп жерде мына қазір нацрейтинг министрлік тарапынан жүргізіліп жатқан 24 жылға нәтижесі бойынша. Ол жерде басқа да рейтингтерде индекс Хирша ескеріледі. Поощрение системасында және басқа да. Енді қазақстандық ғалымдардың хищнический изданияларға публикациясын ескере отырып, өзіңіз білесе, бір бизнес болып кеткен біраз бөлігі. Ол бизнес ішінде жеке бір қызмет индекс Хиршаны, цитированияны көтеру. Сәйкес кейде хищнический публикация деп алып тастап жатқан кезде, бірақ индекс Хирша сол нақты хищнический изданияда шыққандармен крутиться етіліп отырады. Ертең бір индекс Хирша мынандай деп үлкен бір шешім қабылдайтын жерлерде, былайша айтқанда немесе өтірік ғалымдар солай қатысып та кетіп жатады. Бір мүмкіншілігіңіз болып жатса, сол мәселені басқа платформаларда көтере алсаңыз. Қазір өкінішке орай енді ғылым саласында мемлекет басқарып жүргенде кішкене ондайға көп көңіл бөліп жатқан жоқ. Біз айтып жатырмыз, бірақ естіліп жатқан жоқпыз, өкінішке орай. Бұл шынын айту керек ондай мәселеде. Әсіресе конкурстың документация не болсын, наоборот, мысалы өткенде мультидисциплинарный журналдар деген мәселе шықты, оны да көтеріп жаттық дегендей. Бұлар енді мультидисциплинарный журналдар бар, бірақ олар өте аз, және де көбінесе Nature не сияқты мықты журналдар бар әрине. Бірақ көбінесе хищник немесе сондай ақша табам деген журналдар өздерін мультидисциплинарный деп қойып қояды. Мысалы жаңа Ужгородский вестник сияқты, не сияқты физика журналы болып, кейін мультидисциплинарный болып, 300-ден астам ғалымдардың қазақстандық ғалымдардың мақаласын шығарып, бір жылда біраз ақша жинап, жойылып кетті, мысалы Скопустан шығып дегендей. Кейде тікелей де айтып жатамыз, осылай, бірақ білмеймін, қызық бір не бар. Енді бұны шыны керек, мемлекет басындағылар емес, ғалымдардың өздеріне керек, немесе жеке ғалымдар көтеру керек көбінесені, ассоциация болып бірігіп нетіп дегендей. Кейде мемлекет басындағылар бұны түсінбей жатады. Ғалымдар көп мемлекет басына бармайды. Ол да бар. Андай жақсы ғалым мемлекеттік қызметке барғысы келмейді. Неге? Өйткені бұл ғылыммен немесе неге сәйкес келмейді мүлдем дегендей. Барғандар да ғылымды түсінбейді, сол үшін қызық бір не бар бізде, жағдай бар, енді шыны керек. Дисциплинарный журнал демекші, міне өткен аптада бір журналды тексергенмін. Докторант қорғауға шығу үшін журнал таңдап жатыр екен. Соңғы жылда жарияланған мақалалар саны 23-те 100 мақала, 24-те 150, 25-тің бірінші жартысы әлі біткен жоқ, 941 мақала тұр. Көрсеткіш қой? 100% бұл не? Ертең шығып кетеді бұл Скопустан.
сол рискті айтып ұсыныс беріп жатырсың, басқа журналды қарастырырсың деп. Дегенмен ғылыми жетекшісі защитаға шейін тұрады ғой, осыған шығара бер деп, ғылыми жетекшісінен кішкене бір сондай итермелеу бар екен. Енді бізде көбіміз ғылым саласын басқару қызметкерлері отырмыз, сондай мәселелер мүмкін өздеріңізде де практикада кездесіп жатқан шығар. Дегенмен сол хищнический издания, мына качествоға көңіл бөлетін кезде ғылыми жетекшілермен тікелей осындай мен жағынан ба жұмыстар жүргізу маңызды болып табылады. Мүмкіншілік болып тұр, бөлісе салайын деген. Ондай жағдай көп жатыр. Енді сенім қазір пока не академия ақыры дамыса, кішкене соған бір сенім бар, енді көреміз. Журналдардың хищник, не хищник тәуекелін анықтау үшін бір платформамыз бар деп, рекламировать етейін де, Қайреке. Ол да бар, ондай да бар. Scholar десеңіз, тест бар, жақсы тест бар. Жақсы, әріптестер, рахмет. Түстен кейін өзім де басқа жиналыс еді, қатыса алмаймын. Қайреке, үлкен рахмет бүгінгі кездесуге. Жақсы, сіздерге де рахмет қатысқандарыңызға. Онда 1 сағаттан кейін екінші тренинг бар. Әсем ханым, Масат мырза, Ақбота ханым, барыңызға рахмет ұйымдастыруыңызға. 1 сағаттан кейін онда кездесеміз. Жақсы, сау болыңыздар. Почтаға келген ссылкамен қоса аламыз ғой, осы ссылкамен. Екі ссылка келу керек пе? Екі сілтеме. Қазақша, орысша мәтінде. Екі түрлі тренингке екі түрлі ссылка болу керек. Мысалы, SDU Science Department дегеннен бір ғана ссылка келді, біреу орысша тұр. То есть қазақша ақпарат, екіншісінде орысшасында сол ссылка қайталанған шығар деп ойлаймын. Одан басқа ссылка келмеді мысалы маған. Сіз қай тренингке регистрация өттіңіз, соған байланысты болды, бірақ қазір сіздің поштаңызға онда біз екінші тренингте жіберейік. Бірақ мен екінші тренингке регистрация жасаған жоқпын. Екіншісі келмеді. То есть екіншісіне тіркелмегендіктен ол маған келмеді. Мен білген жоқпын онда екінші ивент бар екенін. Жақсы. Жұлдыз ханым, не дейсіз? Почтасы қажет па? Атшыңызды айта салсаңыз. Сіз бірінші тренинг жазылған адамдардың арасынан таба аламын. Жақсы. Почтам Казахметова деп аталады. Аты жөнім Айнұр Ахметова. Рахмет. Жақсы, рахмет сіздерге. Кездескенше сау болыңыз.